қиялыңыз ғой әдемішілер. Алматымен келдім деп ше. Бостың үстінде ше бір өзім. Бауырыңа басып мен дедің ба? Бұйырса енді осы жерде бәрін жасайтын боламын деген сияқты қолың сол жерде Наполеон сол. Сен егер нәтижеге жауапкершілік алатын болсаң, одан қорқасың, нәтиже шықпай қаламын деп қорықсаң, оны бастамайсың. Отбасылық өмірде үлгерсем, ілім қазға үлгермей қалатын кездер болады, ілім қазға үлгерсем екеу қалып кететін кездер болады енді. Сөйтіп енді арасында айналып жүгіріп жүріп күресіп жүріп, диплом аса қатты маңызды деп айта алмаймын өмір сүру үшін. Осы екеуін оқушыға бірдей бере алу керек. Егер оқушы біреуін алып екіншісін алмаса, ол аш қалады. Немесе екіншісін алып біріншісін алмаса, ол мүлде білімсіз қалады. Біз адамдар дейді, әдебиетті меңгермегендіктен тас жүрек болып бара жатырмыз дейді. Тас жүрек болып бара жатқандықтан бір-біріміздің етімізді жеп жатырмыз. Бізде көп мән беретін дүние оқушылардың тәрбиесі, мінезі. WhatsApp-тағы профиліне 23:00-ден соң мазаламаңдар деп леп жазып қойған ғой. Адамның мінезі көп жағдайда өзгеруі қиын. Сол себептен ол кураторды бірден сол кезде жұмыстан босатып, орнына жаңа куратор алдық. Сізге бір қызығатын ісіңізге, яғни мен де әке-шешеме көлік сыйласам, үй алсам деген секілді, отбасылы болсам деген секілді қатарластарыңыз бар, өзіңізге қызығатын. Мен бәрін жазған. Әкеме көлік алу дәптерге жазылған, үй алу дәптерге жазылған, үйлену дәптерге жазылған. Сол себепті 140 пункт әдебиетмен біздің әдебиет қатар келіп қалады, тарих мектебімен тарихмен біздің тарих қатар келіп қалады. 2008-2009-дар 2006-ларға қарағанда одан жоғары болып жатыр. Себебі бұны мысалы 2 рет тапсыра аламыз ғой. Ал қазір ұтыға дейін 12 рет тапсыра аласың. Ай сайын бір реттен 12 рет тапсыра бересің мысалы. Немесе 10 класста тапсырсаң, 9 класста тапсырсаң болады қазір. Осы жылы мұғалімдікті аяқтаймын алла қаласа. Әдебиет ағайдың орнын қашан аяқтайды деген нәрсе. Бізде қазір Назерке есімді әдебиет пәні мұғалімі дайын. 80% жүрек деп айтады. 20% ми, яғни ақыл, білім. Бірақ 80% жүрекпен жақсы көру, талпыну, ұмтылу. Назеркеде сол 80% жүрек болды. 20% ақылда болды. Ең менің дұрыс шешімім әдебиеттануға түскен деп ойлаймын. Әсіресе осы Қазақ ұлттық университетінің әдебиеттануында. Мұхаммед, сен 5 минут ұйықтағаннан ұйқы қалмайды дейді ғой. Ана сөз ауыр дейді ғой. Студент ретінде мен өзімді шамамен 10-нан 6-ға бағалайтын шығармын. Кәсіпте дұрыс бұрыс деген нәрсе жоқ. Кәсіпте жұмыс істейді, жұмыс істемейді деген нәрсе бар дейді. Ең қызығы абай жолын 4 томнан алғысы оқығанмын отырып. Мен өзімнің жолымды бір қызық көремін негізі. Мен өзімнің принципіне аттап кеттім. Мен мысалы билемеу керек деген дүниені аттап кеттім. Мен кішкене жеңіл болып кеттім. Мінезім жеңіл болып кетті. Демек мен соңғы ары қарай өзімді жалғастырмаған дұрыс деген. Мен 18 жасымда үйленуді жоспарладым. Бірақ мен үйлене алмайтынымды білдім 18 жасымда. Ер адам үйленген кезде өзін және өзінің жанындағы болашақ жарын жақсы киіммен, баспанамен және аспен қамтамасыз ете алу керек. Үйленген кезде танк бол деген күшті сөз бар. Ер адамға арналған, яғни сен ештеңеге қарама деген нәрсе ғой. Сол әйел адам үшін эмоция бұл нан деген сөз. Сол суретті алғаш көрген кезде мен бір сезім болды. Бұл кісі менің болашақ жарым болады деген. Бірден сезім. Бірден, иә. Сен проза жазсаң, сол әлдеқайда жақсы шығады деп айтатын. Бірақ маған өлең жазғым келіп тұрады да. Ақын болғым келіп тұрады, жазушы емес. Талмай еңбектену деген ол демалмау деген сөз емес. Көп адам осыны демалмаумен шатастырады ше. Бүкіл нәрседе өзін тыйып тастайды. Мен топ жігіттермен бірге футбол ұйымдастырып тұратынымыз бар. Менде сұңқардан шығып кетуіме бір қызық оқиға болған. Факт сондай, мен билемейтін адаммын негізі. Тек қана оқушылардың алдында отырып билеген болмаса эфирде ше. Домбыра мысалға сондай дүниелерде мен сақтануға тырысатынмын. Егер қате болатын болса мен тиіп тастайтын. Екінші курста мен Яшкино қарам деп бәрін сызбайтын едім ғой. Яшкино мысалы қарамашы мен бізде де кемшіліктер болды. Үшінші курста 8-ші март жасамайды. Группаластарым, топтастарым мен жақсы көремін себебі осы кісілермен түскенмін қуанамын. Тек адамның өзінен Алла тағаладан басқа ешкім құтқармайды. Мен жатақханада тұрған кезде біз жігіттермен дастархан басына күнде кешкісін жиналатынбыз. Себебі біздің арамызда мысалға саясатта мысалы дүниежүзі тарихын білетін жігіттер болды, жаңа бізде шет тілінде аудармашыларда жұмыс жасайтын дүниежүзі тарихын оқып келген жігіттер болды, дінді де жақсы білетін жігіттер болды, салт дәстүрді жақсы білетін жігіттер болды, жаңа ақын жігіттер болды, домбыра тартатын, гитара тартатын, сондай әдемі диспуттар болатын ше. Әр кезде клип көтеріп кетесің ғой. Бәрін жинайтын ше. Иә, клип телефон жаңа бәрін жинап көтеріп кетесің, бірдеңе түсіп қалды деп ше. Апай көрсе шок болады деп бар ғой. Бірде теуіп, бірде тартар дегеннің ішіндегі тартар деген ғана шығар. Себебі Алматыда жүріп мен Алматыға келгеніме өкінген кезім болған емес. Ашманға үнсізбін көбіне. Сөйлемей қаламын. Түнеріп кетемін. Ашманып отырамын. Қандай ғой? Дастан жазғандығын шығарайық деп. Ершат мырза ғой, Ереке танисың. Иә. Сол кісі футболын аяқтаған. Осы сұхбат бар. Еще Болпан жүріп қайта. Болпанға негізі жүріп қайта. Ренжімеймін өлдір. Кейде ренжиді. Көңіл бөлмейсің деп. Кейде ренжиді. Азанда тұрасың, жұмысқа келесің, кешкісін келесің, қайта бір ұйықтап қаласың да азанда жұмысқа кетесің. Жұмысқа алып кетпей ме бірге? Қасында жүр ондай қыз. Ұяламын дейді. Несі қыз балаларға қиын ғой ше, ұялу деген ше. Иә. Бұрын мен жүре беретінмін дейді, қазір ұяламын. Сұхбаттың өзіне әрең ұстап отыр. Қанша болды жазғаным? 2 апта өтті ма? 2 апта өтті. Күнде өтіп кетті. Қосылды ма? Иә, қосылды. Уже мен айтып отыр екен ғой әңгіме. Бүгін бізде шығарылымда ресми түрде айтатын болсам, Қазақ ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биылғы түлегі 4-ші курс студенті, оның ішінде әдебиеттану деген мамандықтың 4-ші курс студенті Оралбек Нұрмұхамед. Одан бөлек бізде Ілімғазы атты білім беру орталығының атқарушы директоры, дұрыс қой. Былайша айтатын болсақ, ұстаздардың көзінде білімі бар, бірақ келмейтін, группасының көзінде ақсақал, иманды жігіт, басқа қатарластарының арасында аға болып жүрген, үлкендер үшін іні болып жүрген Нұрмұхамед. Және де сұхбаттың барысында мен Нұрмұх деп айтуым мүмкін, өзіме ыңғайлы солай болғасын, оған ештеңе етпейтін шығар, әлде Нұрмұхамед деп түгел айту. Айта бер, өзің қалай қалайсың? Қазір немен айналысып жүрсіз? Бүгінгі күні Нұрмұхамед немен айналысып жүр? Нұрмұхамед бір күні қалай өтеді дейікші? Дәл қазір менде енді университеттің сабақтары аяқталды, диплом жазу жұмысы әлі бір қатты қызу басталған жоқ. Тек қана Ілімғазымен айналысамын. Отбасылық, ағайын туыстық дүниелер бар, бірақ
80% уақытым сол ілімқазға кетеді деп айтуға болады. Онда ілімқаздан бастайық. Ілімқаз деген орталық қалай құрылды, қашан құрылды, ол идея қайдан келді деген нәрсе, осыны бір толықтырақ. Ең алғашқыда бізде мен бірінші курс кезде менің бұны әпкем бастаған, Нұрбеба есімді әпкем бар, біледі деп ойлаймын көпшілік. Ол кісі декретте отырған кезде оқушылар жазып, қазақ тілі әдебиеттен дайындайсыз ба деп, ол кісі дайындап бастаған. Содан кейін мені шақырды әдебиет пәнінен сабақ беруге. Мен бірінші курс едім ол кезде. Сөйтіп мен желтоқсан 12-сі күні алғашқы әдебиет сабағымды өтіп, ол кісі және оқушылар ұнатып, осы ағай сабақ бере берсе деп, сонымен мен ары қарай кіріп кеткенмін. Және бұл бір қызық дүние. Мен 11-ші сыныпты бітірген кезде жанымда 2 сыныптасым бар, соларға сендер не істейсіңдер деп сұрақ қойғанмын. Сол кезде олар енді көреміз универге барғаннан деген кезде маған не істейсің деп сұрағанда мен айтқанмын, мен ұбт-ға дайындайтын орталық ашамын деп. Сол әлі есімде, менде 11-ші сыныпты бітірген кезде ойым болған, яғни менде білім берумен айналысқым келетін. Сөйтіп бірінші курста осылай басталды. Мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып бастадым. Әлі күнге дейін әдебиет пәнінен беріп келе жатырмын. Қазір енді 3 жылдан асты. Жұмыс жасап келе жатқанымызға командада 100-ден аса адам бар. Биыл енді 3 мыңға жуық оқушы оқыттық. Демек қай жылдары бұл 4 жыл бұрын ба? 2022-нің соңында, желтоқсанда, 2023 деп айта беруге болады. 23, 24, 25. Ол кездері таза тек тілмен әдебиеттен, әпкеңіз тілден ба? Әпкем тілден берді 23-24-те, содан кейін 22-23-те. Одан кейін 23-24-те бізде Марал деген алғашқы түлегіміз тілден беретін болды. Сөйтіп Марал тілден, одан кейін әдебиеттен осы күнге дейін жалғастырып жатырмыз. Қасымызға қазір қосымша екінші мұғалімдер қосылды. Қазір таңда 3000 оқушы оқиды ма, әлде жалпы ма? Жалпы биыл. Жалпы саны. Иә, қазір мысалға. Биылдың өзінде 3000 ба? Иә, биыл 3000. Қазір шамамен 800-дей ме оқушы оқып жатқан шығар. Жалпы неше оқушыны тәрбиелеп шығардыңыздар, ілім беріп шығардыңыздар? Такс, 6000-ға жуық деп айтайық қазір. 3000 биыл. Осы жылы 3000. Алдыңғы түлектер 2000 болды. Оның алдыңғы жылғы түлектер 400 болды. Сонымен 5400 болады. И оның алдыңғы жылғы түлектер 100, 5500, и арасында былай кіріп шығып қосымша жүрген оқушылар бар. Олар 6000 болып қалады сонымен. Неше қызметкер дедіңіз бүгінгі күні? 100-ден асады қазір. Онлайн да офлайнда да түгел ме? Онлайн, офлайн 100-ден асады. Офлайн нені сұрайыншы, офисті. Офис. Сол нәрсе қызық. Мен өзім де бүйтіп түсіне бермеймін, офис ашып жатқан. Және бір емес бірнеше башсыңыздар ма, әлде бірінен кейін бірі ме? Осы қалай ол жүйе? Мен бұрын жалпы ілімқазды бастаған кезде мен сезетінмін, что бұйырса бұл үлкен оқу орталығы болады деп. Сол кезден бастап мен бір арманым болатын, ол офис ашып, бүкіл команда мүшелерін жинап, бірімізді көріп жұмыс істеу деген. Сонымен мен 24-25 оқу жылында біз бүкіл 15 пәнді қостық, компания өсіп келе жатты. Қарашаның 9 күні, мен әлі есімде, қарашаның 9 күні біз офистің ашылуын жасадық. Қарашаның 8 күні алған болатынбыз. Енді мынандай бір қызық болған, сол офис алған кезде бірден айтып кетейін. Мен Инстаграмда отырып офисті іздеп отырмын былай. Ең жақын таптым Казгоға, офисқа барып іші әдемі екен. Сөйтіп сағат 3-те сабақтан шығамыз универден. 5-те мен курстың сабағын өтуім керек. Арасында 2 сағат уақытым бар, еще оның арасында 2-ні оқуым керек. Сонымен мен не істеймін, барайын ба, бармайын ба деп тұрамын да, бірақ қандай ғой, кәсіпте кішкене жүргеннен кейін бір сенде ерекше күш болады, андай бір талпынып тұрасың, энергия болады. Сонымен жақсы, мен общагаға жылдан барам, жылдан коворкингке барам, жылдан сөйлесем, бәрін көріп келем, сосын сабақ берем деп ойладым да, 2 сағаттың ішінде барып келем деп үлгердім. Сөйтіп бардым, бара жатқан кезде әпкем маған жазды, әпеш мен офис көруге баратым деп едім, ол кісі айтты, біз айына шамамен максимум 500 мың төлей алатын офистерді аламыз деген сияқты. Сөйтіп офиске, коворкингке барған кезде мен көрген ұнатқан үлкен кабинет, ол кісі айтты 1 миллион болады деді айына. Сөйтіп мен тұрдым да, руководитель де бола ма дедім. Руководитель келді. Мен номерін алғым келіп еді, сөйтсем сол жерде өзі бар екен ол кісі. Сол жерде бар кезінде түсіп қалыппыз. Сөйтіп ол кісіден айттым, мен 500 мыңға іздеп жүрмін дедім. Кабинетті 500 мыңға бере аласыздар ма дедім. Сол кісі ойланып тұрды да, енді бәрібір сауда ғой, мысалы оларға бос тұрғаннан өткен жақсы. Жақсы бере аламыз дейді ғой. Кәдімгідей қуанамыз ғой. Бірақ дейді айтады, егер бізге миллионға алатын клиент келіп қалса, онда сіздермен қоштасу керек болады деді. Мен жақсы дедім, смело дедім. Ең қызығы бүгінге дейін келген жоқ па миллионға алатын клиент. Әлі күнге 500 төлеп отырсың ба? Бүгінге дейін сондай скидкамен төлеп отырмық. Күнде дұғама қосамын деші. Аллаға шүкір. Мен дұғама қосамын, бірақ келіп кеткен, көрген клиенттер болды, былай. Білмеймін. Офиста кімдер жұмыс істейді, сонда мұғалімдердің түгелі емессіз ғой, иә? Мұғалімдер жұмыс істемейді, себебі мұғалімдер бәріміз бірге сабақ өтетін болса ана жер жамырап кетеміз. Ол жерде ең бірінші жұмыс істейтіндер олар кураторлар, аға кураторлар, HR бөлімі, сосын сату бөлімі, маркетинг бөлімі. Осы бесеуін айтамын. Мен кураторлар ол жерде оқушылармен жұмыс жасайды, аға кураторлар кураторлармен жұмыс жасайды, HR бөлімі бүкіл командамен жұмыс жасайды, маркетинг бөлімі маркетингімізді жүргізеді, сату бөлімі сатып отырады. Осы адам жұмыс жасайды. Шамамен 20-30 адам келіп кетеді аптасына. 20-30 адам. График 3-ке 3, яғни 3 күн демалады, 3 күн келеді офиске.
ілім қазының мақсатын алдымен соны сұрап кетейін. Ілім қазының мақсаты, миссиясы, қандай бір құндылықтарда жұмыс істейсіздер деген нәрсе. Одан кейін қызметкерлерді қалай таңдайсыздар? Көбіне студенттер шығар, иә? Иә, бізде көбіне студенттер. Былай, мысалы мен өзім студент болғаннан кейін мен өзіммен үлкен кісілермен жұмыс жасаған қатты ыңғайлы емес, оны бірден айта қояйын. Өзіммен қатарлармен жұмыс жасаған ыңғайлы. Өзіммен кішкентайлармен, себебі оларға мен өзімнің жаңағыдай үйрететін нәрсемді, басқаратын нәрсемді жеңіл жасай аламын. Үлкен кісілер бәрі жас, бізде қазақта үлкен сыйлау деген болғаннан кейін бір арамызда сыйластық деңгейінде жүреді. Ал көбіне сол себепті төрттен төмен кісілер алынады, студенттер алынады. Ал енді миссиямыз біздің ең басында біз ілім қазы құрған кезде мынандай ой болатын. Әліге дейін сол бар. Біз адамдарды жақсы жолға жүруге тәрбиелесек деген. Яғни біз ұбт-ға дайындаймыз оларды. Ғылымда біз кеше ғана осыны айтып едік. Экзистенциализм мен интеллектуализм деген нәрсе бар. Ол интеллектуализм ол білім, математика, информатика, қазақ тілі, бәрі интеллектуализм, ал экзистенциализм ол тәрбие. Экзистенциализм тәрбие, мәні, мағынасы кез келген дүниенің. Мен осыны балалықтан даналыққа деген бір кітаптан оқыған тұғым 24-те. Сол кезде осы екеуін оқушыға бірдей бере алу керек. Егер оқушы біреуін алып екіншісін алмаса, ол аш қалады. Немесе екіншісін алып біріншісін алмаса, ол мүлде білімсіз қалады. Және мен осыны ілім қазды құрған кезде көп мән беретін дүнием оқушылардың тәрбиесі, мінезі. Себебі оқушы ұбт-тан жоғары бал алмай қалуы мүмкін. Бірақ оқушы егер жоғары бал алмаса да, жақсы тәрбиемен шықса, болашақта оның келешегі жарқын болады. Неге? Себебі ол бізден тәртіпті үйренеді, тәрбиені үйренеді, дисциплинаны үйренеді, немесе жаңағыдай ешқашан тоқтамауды, қайтпауды үйренеді. Біз көп мысалдар келтіріп отырып үйретеміз да оқушыларға. Мынандай оқушымыз болған, мынандай оқушымыз болған. И олар ұбт-тан 80-90 бал алып грантқа түспей қалған күннің өзінде өмірде жолын тауып кететіндер болады. Сол себепті біздің миссиямыз көбіне білім берумен қатар адамдарды бір жақсы жолға, жақсы өмір сүруге шақыру. Ілім қазы деп соны айта аламыз. Құндылықтарымыз да соған сай болады. Құндылықтарымыз біздің адал еңбек ету, ешкімді алдамау, ешкім ақысын жемеу, ала жіптен аттамау деген сияқты, өтірік айтпау, қастандық жасамау, ешкімге зиянын тигізбеу, осындай нәрселерді біз үнемі командаға, оқушыларға сіңіріп отырмыз. Бүгінгі күні жүз қызметкер бір құндылықтар сай келмеген жағдайлар болды ма, ондай жағдайлар? Негізі болады. Құндылық тарапынан. Болады. Бірақ біз барынша жұмысқа кіру барысында анықтауға тырысамыз. Стажировка барысында бізде мынандай бір не болған? Күлкілі жағдай деп айтсам болады, бір қызық жағдай десем болады. Жаңадан кірген куратор өзінің WhatsApp-тағы профиліне 23:00-ден соң мазаламаңдар деп леппелдігімен жазып қойған ғой. Мен оны жұмыс істеп жатып, жаңадан кірді, 2-3 күн болды, соны байқап қалдым. Сөйттім де не істеу керек? Негізі былай жасасам болар еді, қазір енді ойладым. Ол куратормен жұмыс жасасам, бір дұрыстауға тырыссам, былай жазуға болмайды деген сияқты нелерді айтуға тырыссам болар еді. Бірақ мен оған дейін де ол куратордың 1-2 рет сондай мінезбен қарым-қатынас жасағанын байқадым да. Сосын не даусыз дегендегі, мінез даусыз деген есіме түсіп кетеді кейде. Адамның мінезі көп жағдайда өзгеру қиын. Сол себептен ол кураторды бірден сол кезде жұмыстан босатып, орнына жаңа куратор алдық. Яғни осындай құндылық сәйкес келмей қалған кездер болған. Немесе кейбір мамандар болған, жұмысты бастайын деп жатып, бастамай лақтырып кеткен. Ондай қиын кездер болған. Мысалға бізде бір мұғалімді біз айтамыз. Сабақ беруге 3 сағат қалған кезде мен ноутбугым сынып қалды деп айтты. Мен ары қарай сабақ бермеймін деді. Енді ноутбук сынып қалған жарайды, егер шын болса бір мәселе шығар, оны жөндей алмайсың 3 сағаттың ішінде. Бірақ біз ол кісіге бір апта уақыт бере аламыз ғой. Бір апта ноутбугын жөндеп алып ары қарай сабақ бере берсе болады. Ол кісі басында келісті барлығына. Бірақ содан кейін осындай ноутбугым сынып қалды, мен жұмыс істемеймін деп бәріне отказ беріп тастаған кезде маған жаңа мұғалім іздеу керек болып шықты. Яғни жауапкершілігі жоқ кісілер дейсіз ғой. Жаңа мында сұрап өтейінші, сағат 11-ден мазаламау деген. Негізі 11-ден кейін жұмыс бітеді. Негізі бірақ сіздердің тарапынан оқушы әрқашанда куратормен байланыста болу керек деген нәрсені ұстанасыздар ма? Негізі мынандай ғой. Бізде формально 23:00-ден кейін ешкімді мазаламау керек. Бірақ егер мысалға оқушылар түнгі 11-ден кейін жазып жатса дейді, біз кураторларға айтамыз, кураторлар біз адамбыз, оқушылар да біздің жауабымызды күтеді, олар ұбт-ға дайындалып жатыр, мұқтаж кісілер ғой бәрі ше. Біздің жауабымызды күтіп жағдай көздері бүйтіп мөлдіреп отырады ғой. Ояу болсаңдар жауап бере салыңдар деп айтамыз да. 23:00-ден кейін ол сендердің уақыттарың, демалатын уақыттарың әрине, бірақ көбі студент білесіз, 12-ге дейін ояу жүреді, 1-ге дейін ояу жүреді, көбі ояу жүреді. Ондай кезде ояу болсаңдар 1 минутқа жауап беру, 10 секунд жауап бере салыңдар деп айтамыз да. Сол себепті негізі бұл нәрсені үйреткеннен кейін барып, бірағандай 23:00-ден кейін мазаламаңдар деген, бұл кішкене оқушыларға деген дөрекілік деп аламыз. Жалпы ілім қаз басқа бір курстардан деймін бе, енді курс болып кетіп орталықтардан несімен ерекшеленеді, немесе ұбт-ға дайындалып жатқан оқушы ілім қазын неліктен таңдайды деген нәрсені айтайықшы. Оқушылардың пікіріне қарап қандай баға бересіз өздеріңізге? Негізі бізде ең маңызды ерекшелік бәлкім біз оқушыларды көбіне адамдыққа үйретеміз деп ойлаймын. Біз білім береміз, әрине ұбт-ға дайындаймыз. Бірақ
бізге көп адам комплимент айтқан кезде былай деп айтады: Білімқаздың командасы да оқушыларда бір ерекше дейді, андай тәрбие жағынан. Ешкіммен дауласпайды, ешкіммен қырылыспайды, өздерімен өздері өз жолымен жүреді, тек турасын айтады барынша. Біз енді бүкіл оқушымызға ол нәрсені автомат түрде сіңіріп бере алмаймыз. Бар оқушыларымыз кейде ренжиді, кейде ашу шығарып жатады, бірақ түсіндіруге тырысамыз. Бірақ сонда да көпшілік біздің компанияның мүшелері, оқушылар мен командасы осы нәрсені сынады. Біздің ең маңызды ерекшелігіміз осы деп ойлаймын. Әйтпесе ұбт-ға барлық компания дайындап жатыр. Әр компания түрлі пәндерден, немесе кез келген мықты компаниялар бүкіл пәндерден мысалы дайындап жоғары нәтижеге жеткізіп жатыр. Ол бізге, мысалы мен өзім ұбт-тан жоғары балғаннан кейін, маған жоғары балға жеткізудің жолы түсінікті болғаннан кейін мен былай ешқандай тәлім тәрбиесіз де жеткізуге болады. Бірақ біз осы нәрсені қосқанымыз ең маңызды деп ойлаймын, артықшылығы. Және ол нәрсе өтімді форма деп келтіресіз ғой. Одан кейін мына курстардың арасында, орталықтардың арасында көбіне дау-дамай болатын көрдік қой ол нәрсені де. Ондай бір дау-дамай болған жоқ па? Бір курстың немесе сырт жақтан бір жаман пікірлердің болғанын болды ма ондай нәрсе тарихтарыңызда? Бізде мысалы 140 бар, тарих мектебі бар. Бізбен көбіне тікелей байланыс жасай алатын екі орталық осы бар ғана. Себебі FM, немесе онлайн. Олар бізбен байланыс жоқ. Себебі 140-тың тіл әдебиетімен біздің тіл әдебиет қатар келіп қалады, тарих мектебімен тарихымен біздің тарих қатар келіп қалады. Ондай жағдайда біз барынша бір дана көркем шешім табуға тырысамыз. Ешқандай конфликтке апарғымыз келмейді ол мамандармен. Себебі оларда жағдайлар болды ма? Енді мысалға мынандай болады: олардың бізге ұнамайтын әрекеттер болып қалады. Ұнамайды, біздің нәпсімізге жақпайды. Тура солай біздің жасаған әрекеттеріміз оларға ұнамай қалуы мүмкін. Сондай сәтте біз барынша шыдамдылық танытуға тырысамыз. Яғни ешқандай сендердікі дұрыс емес деп комментарий жазып, немесе басшысына жазып бүйтіп қырылуға тырыспаймыз. Енді тек қана бір бетпе-бет келген, мысалға бізде 2024 жылы бір оқушымыз бізде де оқыған, Жылбұртта да оқыған. Нәтижесін енді бізде алсақ деген немен, бірақ ол кейін олар оны вебте оқытқан. Сөйтіп ол вебте оқыған үшін нәтижесін соларға берген екен. Бірақ бізде де біраз уақыт оқыған да, кәдімгідей. Сөйтіп біз екеуміз бет-бет келіп қалған кезіміз болған 140-пен. Сөйтіп, бірақ кейін нәтижесін екі жаққа да салғанбыз соны. Бірақ ол жерде расын айтайық, бізден де кемшілік болған. Біз өзімізді үнемі мақтамаймыз. Бізде де кемшілік болған біраз. Бірақ енді әртүрлі жағдайда енді таяқтың екі ұшы болады ғой, екі жақтан да, оқушыдан да бір түсініспеушілік жағдайлар болған осындай. Өзі әр жылдың оқушысы, әр жылдың адамдары әртүрлі болады деген нәрсе бар ғой. Және біз өзі бір аралық бір недеміз ғой, бір ескі де емеспіз, жаңа да емеспіз. Бірақ осы бір біз енді 2005 болғаннан кейін, бірақ 2007-тен ары қарай ма өзі басқаша болады дейді. Өзің оқушыларыңа қандай баға бересің? Өзі қандай көрініп тұра ма оның бір ерекшеліктері? Негізі, егер мен өзімнің ұбт жолыммен, компанияның жолымен салыстырсам, ерекшелік болатын сияқты. Бірақ оған менің де әсерім бар сияқты. Мысалы, мен 2023 жылғы түлектерді оқытқан кезде олар вообще бір андай бір еркелеу, қатты бір күліп ойнау деген сияқты нәрселер болмайтын. Серьезно, бәріміз күшті сабаққа кіреміз, күшті сабақта аяқтаймыз, четко ұбт-ға дайындаласың деген сияқты. Ал уже 2025-тен бастап түлектер мен де еркелетемін, олар да еркелейді уже. Олар маған буллинг жасайды, мен оларға буллинг жасаймын, олар маған әзіл айтады, мен оларға әзіл айтамын. 2008-2009-дар тіпті еркелейді. Бір жағынан осындай ерекшелік бар деп ойлаймын. Енді 2008-2009 дегеннен басталды ол нәрсе, қазірге дейін келе жатыр. Бірақ былай қарасақ, олар 2008-2009-дар 2006-ларға қарағанда ұбт-тан жоғары бала жатыр. Ұбт-ға дайындау біздің кәсібилігіміз де артты, оқушылардың дайындалатын кәсібилігі де артты. Сонымен олар байқасақ, мысалға 140-тар көп шығып жатыр, 139-дар көп шығып жатыр. Бізде мысалға осы жылы 138-139 берген балға жеттік. Және еркін форматқа көшкеніңіз емес, бір өзіңіз еркін сезінетіңіз де көрініп жүр бізге. Өйткені секелер көбейді, Нұрмұхамед ағайдың. Одан кейін жаңағы сабақ өткенде де уже өзін еркін сезінетін бір мұғалімді соңғы жылдары байқап жүрік. Ол оң әсерін береді деген сенімдеміз. ұбт-ның форматы қазір қалай өзгеріп жатыр? Мысалға, мен енді бұрын көбірек қарайтынмын, қазір өте алыстап кеттім ұбт-дан. Бірақ ұбт қазір өзінің бір шарықтау шегінде, өйткені аяқталады деп жатыр. Екінші бір легі басылады, екінші ма, тіпті үшінші ма кезі басылады деп жатыр. Сұрақтар ауысады деген секілді. Қазір қалай болып жатыр? Сұрақтар қалай, ұбт қалай? ұбт біз тапсырған кезден бір қатты өзгерген жоқ негізі. 2022-ден бірақ соңғы 2 жылда өзгереді, алла қаласа. Біз IELTS тапсырамыз, сол сияқты өзгереді. Қазір бірақ ең үлкен өзгеріс, мысалы біздің тіл әдебиетте қазтест қосылды. Қазақ тілінен 50-ден 50 оңай, 50-ден 50 алу жеңілдеді. Себебі ұбт-ны мысалы біз 2 рет тапсыра аламыз ғой. Ал қазтестті ұбт-ға дейін 12 рет тапсыра аласың. Ай сайын бір реттен 12 рет тапсыра бересің мысалға. Немесе 10-шы класста тапсырсаң, 9-шы класста тапсырып тастасаң болады қазтестті. S1 алып тастайсың, сонымен бітті. C1 деген. C1 алып тастайсың, сонымен бітті. Сен 50-ден 50 алып жүресің, уайымдамайсың. Және қазтесттің 50-ден 50-і ұбт-ның 50-ден 50-не қарағанда жеңілірек болып көрінеді. Эссе жаза алатын, сауатты жаза алатын, сауатты сөйлей алатындарға. Енді эссе жазамайтындарға кішкене қиындау рас. Сосын тағы бір өзгеріс, енді ұбт қазір мысалға біз тапсырған жылдары ең жоғарғы балдар мысалы 134 болушы еді әдебиеттен. Бір қасағаты жоғары балдар шықпайтын. Біз 2022-де. Енді көп жыл өткен жоқ, 4 жыл өтті. Ал қазір жоғары бал деген ол әшейін бір жеңіл нәрсе болып қалды.
жеңілдеу болып қалды біз тапсырған кездегі қарағанда. Себебі ОТ-ға дайындайтын мамандар өте күшті болып кетті. дамыды. Бәрін ОТ-ді мысалға менің өзімде мысалға 2022-дегі дайындағаным мен 2026-да дайындағаным жер мен көк тиді арасы. 2023 жылғы түлектерім менің қазіргі беріп жатқанымның 10% алған болуы мүмкін. Кәдімгі 100% беріп жатсам, олар 10%-мен дайындалып жоғары балл алса, қазір бұлар 100%-мен 130 плюс 140-қа дейін алып жатыр ғой. Не жағдай айтайықшы, грант жағынан, оқуға түсу жағынан да ол жақты да қарастырасыздар ма, не айтамыз? Кішігірім осы нәрсеге тоқталып Бұл кетейік. жерде енді оқушыларға мен өзім ОБТ-дан грантқа түскен кезде бір нәрсе білгем. Максимум жоғары балл алу керек, сонда сен ОБТ-дан грантқа түсесің. Мен бір университеттерді қарап, ішкі грант, одан кейін әкімдік грант деген нәрселер бар. Қандай университетке түсудің шекті балл қандай, вообще білмеген да. И мен оқушыларға айтатыным сол негізі. Сендер қазір көкпардасыңдар, көкпар деген бәйгедесіңдер. Бәйгеде мысалға сендермен бірге 5000 ат жауып жатыр жыл сайын. Сендер 5000-нің ішіндегі 800-ді орын аласыңдар. Орын аласыңдар, приздарың болады, сыйлықтарың болады. Сол үшін сол 800-дің ішіне кіруге тырысыңдар, қалған 4200 грантқа салмайды өкінішке орай деп айтам. Солай түсіндірем максимум. Одан енді бірақ әкімдік грант, ішкі гранттар жайында айтамыз, олимпиадалар болып жатады. Бірақ мен оларға түскенде аса қатты қаламаймын негізі, сол үшін көп айтпаймын. Мемлекеттік грантқа таза өзінің несімен түскен қалаймын, себебі сонда ішкі грант, әкімдік грантта стипендия болмайды, кішкене. Ал аналарда стипендия болады ғой. Сосын тағы бір дүние, грантқа түсу бір қиындап кеткен жоқ. Әдеттегідей. Біз қалай түссек, солай түсуге болады. Оны бір қараспан қылып, балл көтеріліп жатыр, шекті балл көтеріліп жатыр деп қорқудың қажеті жоқ. Сонда оқып кеткен студенттермен, қазіргі студенттер ғой енді байланыс орнатып тұрасыз ба? Қазіргі студенттермен енді өкінішке орай бір ілім-қазбен мысалға қатты байланыс жоқ кісілермен біз өкінішке орай қазір байланыспаймыз. Менің көп уақытым мұғалімдікке кетеді. Менің мысалға 100% ілім-қазір жұмыс істесем, соның бір 75% мұғалімдікке кетеді. Қалған 25%-ын ғана командаға бөле аламын да. И мен басшы ретінде демек 25%-ым қазір. Қалған 75% мен әлі мұғалім ретіндемін. Ал енді мен осы жылы мұғалімдікті аяқтаймын Алла қаласа. Осы нәрсені сұрағым келеді. Нұрмұхамед қанша жылға дейін ұстаз болып жүреді? Әдебиет ағайдың орнын қашан аяқтайды деген нәрсе. Бізде қазір Назерке есімді әдебиет пәнінің мұғалімі дайын. Оны тамыздан бері бірге жұмыс жасап дайындалдық. Тамыздан бері алғашқыда 3-4 оқушымен қосымша сабақтармен басталып, оқушыларға кейін 1-2 топқа бір сабаққа қосып, тағы бір топқа бір сабаққа қосып, алғашқыда кішкене хейт болып, бірақ ол оны жөндеп барлығын өзінің түгел жаңағыдай менің қалай сабақ беретінімді біледі. Еще менің кішкене бір қалдырып кетіп жатқан нәрселерімді көреді. Соның бәрін толтырып, ол қазір тіпті мықты формасына шықты өзінің. Назок менің орнымды ешқандай хейтсіз қазір Назерке бас алады. Сол себепті келесі оқу жылынан бастап Назерке алады, және Назеркенің жанына тағы бір жаңа мұғалім алып келеміз. Онда өзіміздің түлектерден, мен бұйырса тек қана командамен жұмыс істейтін боламын. Басшы ретінде. Басшы ретінде. Әйтпесе мысалға бізде қазір басқа да пәндер бар. Сол пәндерді мен тіл әдебиет секілді керемет нәтиже шығаратындай деңгейге жеткізгім келеді. Оңай емес ол нәрсе. Екі істің басын істеу. Назерке жаңа қай курстың студенті? Бірінші курс. Бірінші курстың студенті. Ең қызығы ол бірінші курс. Мысалға бізде оған дейін кандидаттар болған әртүрлі. Одан жасы үлкендер. Бірақ ешкім Назерке секілді бір талпынған жоқ. Құлшынып істеген жоқ. Ең маңызды нәрсе құлшынып істеген негізі. 80% жүрек деп айтады. 20% ми, яғни ақыл, білім. Бірақ 80% жүрекпен жақсы көру, талпыну, ұмтылу. Назеркеде сол 80% жүрек болды. 20% ақылда болды да. Сонымен Назерке басты. Енді өзіңіз биыл әдебиеттану деген мамандықты бітіресіз. Осыған тоқталайық. Қандай студент болдыңыз? Неге әдебиеттану деген мамандықты таңдадыңыз? Қалай таңдадыңыз? Ең менің дұрыс шешімім әдебиеттануға түскен деп ойлаймын. Әсіресе осы Қазақ ұлттық университетінің әдебиеттануына. Себебі мысалға мен өзім әдебиеттен сабақ бердім ғой. Сол кезде мен көп мектеп баспасындағы туындылардың сырларын осы әдебиеттануда түсіндім деп айтуға болады. Әйтпесе мен оны өзім оқыған кезде көбін білмеген екенмін. Әсіресе біз Самал ағайдың сабағында көп нәрсе үйрендік. Екінші курста Фазыл ағайдың сабағында үйрендік. Ежелгі дәуір әдебиетінде. Сол арқылы мен қазір оқушыларға беріп жүрген білімімді терең деңгейде ала алдым деп айта аламын. Осы ұстаздарымыздан. Студент болған кезде менің бір енді минусым немесе қатерім деп айтуға болады. Мен көбіне жұмыс басты болдым. Бірақ енді өмірде идеальный өмір болмайды ғой. Мен студент жақтан кішкене жұмысым көп болғанымен мен мына жақта жұмысым жақсы болып жатты. Аллаға шүкір. Сол себепті мен студенттік кезде сабақтан өткізіп алған кездерім болды. Және көп студенттік шараларға қатыспаған кездерім болды. Оған сәтті өкінбеймін, себебі менде оның орны толықтай басқан ілім-қазы болды. Студент ретінде мен өзімді бір шамамен 10-нан бір 6-ға бағалайтын шығармын.
алтынның өзі көп. жоқтан жақсы ғой. Иә. Мына нәрсе жұмысы мен оқуын қатар алып жүретін студенттер көп. Оларға не айтасыз, ол қалай қиындығы? Одан бөлек оқып жүрген 4 жылда ой осы оқудан шығып кетемін ау деген ойлар болды ма? Өзің тарапынан шығарып жібереді деген. Енді мысалға мен айтайын, менде оқудан шығып кететін деген ой 2-ші курста болған. Шығып кеткім келеді деген. Неге? Себебі мен болашақта бұл салада дипломмен не істеймін деген сұрақ келеді. Қарасам, дипломмен мен максимум жасай алатын дүниелерім ол мәдениет үйі болуы мүмкін, музейлер болуы мүмкін, театр болуы мүмкін, газет журналдар болуы мүмкін, ғылым жаңағы академиясы болуы мүмкін. Бірақ мен ол жақтан өзімді елестете алмадым. Мен тек қана өзімді ілімқаздан елестеттім. Ал ілімқазда жұмыс істеуге маған диплом керек па? Шамалы керегі. Одан да мен қазір универге уақытымды құртқанша ілімқазға 100% уақытымды құрта бермеймін ба деген ой келетін. Мен максимализммен ойлайтынмын. Ол кезде енді біздің 19 жасқа келген кезіміз негізі ең бір әлемді жаулап алғым келіп тұрады деген кезіміз екен. Одан кейін барып ол жаймен бір бәсеңдейді екен да, мысалы 30 жасқа келген кезде ол бір ер адам өзін толыққанды ойын басқара алатын кезге жетеді екен. Сөйтіп бірақ ол ойды мен үнемі басып тастайтын. Келеді, бірақ әрекет жасамайтын оған. Күту керек, ақырын білу керек деп. Және барлық студенттерге айтқым келетін дүние оқудан шықпаған дұрыс. Барынша. Егер ол оқуды орын жабатын тағы басқа бір оқу болмаса, мысалы мен мына оқуды оқығым келмейді, мына оқуды оқығым келеді деп шығуға болады да. Бәрібір бір ғылым жолында болған дұрыс. Себебі сен мысалға жарты ай оқымасаң да, келесі жарты айында өзің өміріңе керек бір нәрсені біліп қалуың мүмкін. Универге жүріп бір нәрсені үйренуің мүмкін. Сол нәрсені маңызды деп айтар едім, бірақ енді диплом аса қатты маңызды деп айта алмаймын өмір сүру үшін. Енді әдебиет деген түсініктің өзін әркім әрқалай ұғады. Сіз үшін әдебиет деген не? Сіз қалай ұғасыз? Менің бір Нұрлан деген жерден бар, ол кісі Нұр Мүбаракта кафедра меңгерушісі, исламтану кафедрасының меңгерушісі. Ол кісінің айтатын бір әдемі сөзі бар. Біз адамдар дейді, әдебиетті меңгермегендіктен тасжүрек болып бара жатырмыз дейді. Тасжүрек болып бара жатқандықтан бір-біріміздің етімізді жеп жатырмыз. Тасжүрек болып бара жатқандықтан өтірік айтып, бір-бірімізді алдап, жемқорлыққа барып, жалқаулыққа барып, өміріміздің бітішін шығарып жатырмыз. Неге? Себебі әдебиет деген сөздің мағынасы ол көркем сөз ғой. Ал көркем сөз ол Абайдың айтатын жаңағы өлең сөздің патшасы, яғни ол сөздің патшасы, көркем сөз деген. Неге? Себебі сөз ғана адамды бір нәрсеге итермелей алады, сөз ғана адамды тәрбиелей алады. Өнер алды қызыл тіл деген сияқты сөз ғана адамды бір дұрыс жолға салады. Негізі іс-әрекетпен үлгімен көрсетуге болады әрине, бірақ көп жағдайда біз тіл арқылы біреуге бір нәрсені түсіндіреміз. Бірақ оны қалай түсіндіреміз, ол біздің көркем сөйлегенімізге байланысты. Менің ойымша әдебиет ол адамдарға көмектесудің құралы. Яғни ол жай ғана біреудің мысалға оқиғасын жазу, біреудің оқиғасын оқу, махаббат туралы оқу, батырлық туралы оқу, шетел әдебиетін оқу деген дүние емес. Ол соны біреуге жазып беру арқылы ол адамның өміріне жақсы әсер ету. Сол арқылы мысалға менің көзқарасымда ең жаңағыдай ілім қазы бастаған кездегі бір дүние ол адамдарға пайдалы бол деген хадис бар да. Аллаға ең сүйіктілерің адамдарға пайдалы болғандарың деген. Сол хадис үнемі менің басымда жүретін. Мен адамдарға қалай пайдалы болдым? Мен әдебиетті көп білемін. Әдебиеттен кім ұбытқа айналғысы келеді? Түлектер. Сол үшін мен оларға әдебиетті керемет жеткізсем, демек мен адамдарға пайдалы боламын деген. Сол хадиске әрекет еткім келетін. Демек мен әдебиетті оқысам, өзіме пайдалы болса, одан сауап аламын. Ана адамға сауап барады, жазған адамға. Және мен оны оқып біреуге жеткізсем, мен сауап аламын. Әдебиет адамдарды бір-біріне көмектесудің және пайдалы болудың жолы деп ойлаймын. Нұрмұхамед, әдебиетке қай уақыттан бастап қызыға бастады, немесе әдебиетке деген қызығушылықты оятқан жандар болды ма? Одан кейін осы айтып кететін нәрсе, үйіңізде бір емес, 3 филолог тәрбиеленіп жатыр, 3 филолог шықты. Оған қандай әсер? Әке-шешеңіз филолог емес, әдебиеттен алыстағанда. Қызық оқиға айтайын осыған. Осы нәрсе жайлы маған қызық осы сұрақ мысалға. Мен кішкентай кезінде әкем ертек айтатын бізге. Мен бар, әпкем бар, інім бар кішкентай. Үшеуміз әкеміздің қойнында былай жатамыз ғой енді. Жатып ұйықтап қалатынбыз. Ең қызығы, папа ертек айтып жатқан кезде ислам ұйықтап қалады бірінші. Потом әпеш ұйықтап қалады, мен тыңдап жататынмын. Енді әпеш ұйықтамайды, кейде әпеш тыңдап жатады. Бірақ мен қызығып тыңдайтынмын. Себебі маған ертегі ұнайтын. Әкемнің ертегілері үнемі бір батыр болады. Ол батыр мықты болады. Ол батыр өзінің сұлу жарын іздеп шығады. Немесе еліне көмектесуге шығады. Аңшылыққа шығады. Үйіне тамақ әкелуге сөйтіп. Оның алдынан неше түрлі кедергілер шығады. Үлкен аю шығады, арыстан шығады, дию пері шығады. Сөйтіп ол өзінің алмас қылышы, найзасы, шоқпарымен бәрін жеңеді. Ақыры өз мақсатына жетеді. Үнемі ертегілер сондай. Бір ертегі тыңдай береміз. Қыстың күні суық кештен үйге келіп сөйтіп жататынбыз. Сол ертегілерді біз 11 жасында мен көштім ауданға. Сол кезде әкем ауылда өзінің жұмысымен қалды. Ол кісі мал шаруашылығымен айналысады. Сөйтіп мен аудан орталығында барып, әкем айтып жүрген ертегілерді өзім оқып көргім келді. Орталық кітапханаға бардым. Әкеңіз кітапсыз айтатын ба еді? Жоқ, кітапсыз айтады. Ешқандай өзі бір ертегі оқыған кісі емес негізі. Бәрін өзі ойымен айтады.
Сонымен мен барып орталық кітапханадан кітап аламын да, қандай кітап аламын? Ертегі кітап аламын ғой. Ең бірінші ертегі кітаптар өзім білемін. Томирис туралы, жаңағы Томирис енді тарих қой, бірақ сонда ертегі сияқты болып көрінеді маған. Сосын әртүрлі ертегілер есіме шығып кетті қазір, қандай ертегілер оқығаным. Сөйтіп соны исламға да оқып беретін. Ертегілер кейін сол 6-шы сыныптан бастап әдебиетке айналды ғой. Әдебиетке әсер еткен әпкем де болды, себебі әпкем ол кезде ұбт тапсырып жатты. Мен 6-шы сынып кезде 11-ші сынып. Ол кісі әдеби кітаптарды оқып отыратын. Сосын маған айтатын абай жолын оқы деп ше. Сосын мен 6-шы сыныпта абай жолын оқып келген 14 том. Ең қызығы абай жолын 4 том 6-шы сыныпта оқығанмын отырып ше. Оқыдыңыз иә, 4 том бітіргенмін. Сосын барғанда 7-ші сыныпта көшпенділерді әкеліп алғанмын ғой. Көшпенділерді көргенмін әпкемнен. Сосын көшпенділер алмас қылыш жанталас қаһарын оқыдым. Сосын барып сол сыныпта күшті тағы бір кітап бар деп қызыл жебе 5 томды әкеліп алғанмын. Негізі андай кішкентай кітаптар бар арасында. Анау әртүрлі енді мысалға авторлар бар ғой. Мұхтар әуезовтің жаңағы несінде оқыдым, Қараш қараш оқиғасы, Көксерек, Қаралы сұлу деген сияқты повесть прозаларын, немесе Үйде дастандар деген кітап болатын, поэзиялық туындылар. Сол кезде менде кәдімгідей бір әдебиетке деген құштарлық болатын. Менде ол кезде енді телефон да болды, телевизор да болды, бірақ бір анам базарға кетеді, кешке келеді. Мен мектепке барып, мектептен келген уақыттағы уақытым көбіне сол кітаптарды бүйтіп оқып жатумен өтетін. Кітаптарды оқып жататынмын. Ең қызығы мен осы мектеп бітіргенге дейін менің әдебиет оқудағы прайм кезім болды. Бірақ одан кейін мен қатты оқыдым деп айта алмаймын. Себебі маған енді универге түсіп келгеннен кейін маған керек нәрсе ол көбіне кәсіби білім болды. Психологиялық білім, кәсіп жайында білім. Әйтпесе егер ол білім болмаса мен ілім-қазы жүргізе алмайтын едім. Сол үшін мен әдебиетті тек мектеп бітіргенге дейін көп оқыдым деп айта аламын. Шамамен 100-ден астам сол кезде кітаптар оқыған екенмін, жаңағы тізімі бар ше. Сол база 4 жыл сақтап кетті десеңізші. Сол база мен университетте 4 жыл сақтады. Оны Айсұлулар, бүкіл группаластарым біледі. Мен сол мектепте оқығанымды университетте айтып берсем, кәдімгідей басқаларға жаңағы мұғалімдер күшті бал қойып береді маған. Иә. Оқуды, жұмысты, солармен қатар, отбасылық өмірді де қатар алып жүру, және ол сіздікі бір андай шытырман оқиға ғой. Оның бәрі қалай болды? Ол енді қиындығы қандай студент үшін? Шытырман оқиғалар көп ше негізі. Именно мен өзімнің жолымды бір қызық көремін негізі. Себебі бұл жолда менде аса қатты күшті кездер болды ше. Қатты қиналған кездер де болды, қатты қуанған кездер де болды. Тәуекел болған кездер болды. Сол тәуекелден құлаған кездер болды. Терең тұңғиықтың түбіне батып кетіп, үстіне жүзіп қайттан шыққан кездер болды. Күш салып күресіп көрген кездер болды. Күресіп жеңе алмай жеңіліп барып Алла тағала құтқарған кездер болды. Енді қазір отбасылық өмір шүкір, өте керемет. Үйде бопам бар, үнемі маған қолдау көрсетеді, барлығын жасап береді. Оған Алла разы болсын, ата-анам разы болсын деп айтамын. Үнемі осы жолда қолдау көрсеткен барлық бауырларым, жақындарым ғой, бопам бар. Отбасылық өмір деген енді қиындығы да бар, бір жағынан қызығы мен жағы қатар жүреді. Мен кейде біріне жүгіріп, біріне үлгермей қалатын кездер болады. Рас, мысалы мен отбасылық өмірде үлгерсем, ілім-қазға үлгермей қалатын кездер болады. Ілім-қазға үлгерсем, екеуі қалып кететін кездер болады енді. Сөйтіп енді арасында айналып жүгіріп жүріп, күресіп жүріп, үлгеріп жатыр. Студенттік шақта ерте үйленгісі келетіндерге қандай ақыл айтасыз, кеңес айтасыз? Негізі үйленгенге дейін дайындалу керек. Ең бірінші нәрсе дайындық. Мен 18 жасымда үйлену жоспарладым. Бірақ мен үйлене алмайтынымды білдім 18 жасында. Әлі ерте, сәл. Мен үйлену үшін не істеуім керек? Менде тұрақты табыс болу керек. Ең бірінші ақшаға келіп көп мәселе тұратын болғандықтан тұрақты табыс болу керек. Және менде үйленуге дайындық ретінде, яғни өзімді болашақ жар ретінде, және одан кейін болашақ әке ретінде ұстай алатын қарым-қабілеттер болу керек. Ол үшін мен не істеймін? Мен 1 жыл дайындаламын. 1,5 жыл дайындаламын, немесе 2 жыл дайындаламын. Сөйтіп мен 19 жасыма жоспар жазамын ғой, енді әр жасыма жоспар жазамын. Күнделігіме сол кезде 19 жасыма былай жазғанмын: үйленуге дайындық деген пункт болған. Кәдімгі 1 жыл бойы мен үйленуге дайындаламын деп. Сөйтіп мен 19 жасымда өзім тұрақты табысқа шықтым, Аллаға шүкір. Ол Алматыда жақсы пәтер жалдауға, және жақсы киім киюге, жақсы ас ішуге, және өзіме және екінші адамға жететін. Яғни менде негізі жалпы үйленетін адам осыған қарау керек. Яғни ол ер адам үйленген кезде өзін және өзінің жанындағы болашақ жарын жақсы киіммен, баспанамен және аспен қамтамасыз ете алу керек. Ең база осы 3 нәрсе. Осы 3 нәрсеге сенде мүмкіндік болса, демек сен үйлене аласың. Ал студент кезде егер осы 3 нәрсеге сенде мүмкіндік болмаса, онда сен жұмыс істеуің керек. Өзіңмен өзің жұмыс істеуің керек. Сосын енді үйленуден бұл материалдық құндылықтар болса, одан кейін мен кітаптар оқыдым. Ең оқыған жақсы кітабым ол Данияр Жігітбектің «Не үшін үйлену керек» деген кітабы. Не үшін деген ең маңызды сұрақ қой негізі. Есімде 2024-тің көктемі мен Нұрмұбараққа Байдәулет деген досыммен барып келіп жүрген кезде намазға сол кітапты алып келдім. Бір күнде емес, даже жарты күнде оқып тастадым. Түнде жартысын оқыдым, таңертең оянып қайтадан жартысын оқып тастадым. Бәрін сызып жаттап алдым ше.
маған жалпы өмірде үйленген кезде ең мықты көмектескен кітап сол деп айтамын. Әсіресе оның ішінде үйленген кезде таңып бол деген күшті сөз бар. Ер адамға арналған. Яғни сен ештеңеге қарама деген нәрсе ма? Ештеңеге қарама деген нәрсе ғой. Сол менің алдымда неше түрлі қиындықтар шықты үйленген кезде. Прям сол қиындықтардың бәріне өткен кезде менің басымда сол сөз тұратын. Үйленген кезде таңып бол. Бәрін қыруың керек сен. Сен жетпесең, мысалға, әйел адам емес қой, ол жетуі қиын. Сен жетуің керек. Сен бәрін шешіп қоюың керек. Барлығын реттеп қоюың керек, мысалға. Сен сөйлесуің керек. Сен жаңағы үй, баспана, жаңағы не бар, ата-анаң, туысқандарың бәрін реттей алуың керек қой. Ол жерде әрине менде де кемшіліктер көп болды, қателескен кездер көп болды бірінші рет жасап жатқаннан кейін. Сосын екінші сөз ол маған қатты әсер еткен сол кітаптағы ол әйел адам үшін эмоция бұл нан деген сөз. Яғни әйел адам эмоцияға кіріп жаңағыдай бір нәрсе жасап жатса, ол тамақ жеп жатыр деп ойлайды дейді. Нан жеп жатыр. Ол үшін бұл қалыпты нәрсе дейді да. Сол үшін мысалы бізде үйде қандай да бір дүние болатын болса, мен оны серьезно бір байсалды түрде қабылдаймын да, оған ешқандай неге сен бүйте бересің, осындай деген нәрсе болмайды. Және мысалға менің де қателіктер болады, ол рас. Бірақ сол жердегі ең сол көмектесетін сөз әйел адам эмоция беріліп жатса, ол нан жеп жатыр. Оған сен спокойно қара, кәдімгі тамақ жеп жатқан сияқты. Сосын барып сөйлесу керек. Ең маңызды нәрсе сол жерде айтылады, енді сөйлесу керек деп айтады. Себебі мынандай нәрсе бар екен да. Мен қалай оқыдым? Шатаспасам, ер адам күніне 8.000 сөз қолданады байланысу үшін, әйел адам 20.000 сөз қолданады дейді. Статистика, мен 8.000, 20.000 ба нақты сандарын ұмытып тұрмын, бірақ шамамен осылай, екі еседен көп. Яғни сен үйге барған кезде өзіңнің енді жарыңмен сөйлесуің керек деген нәрсені маңызды қылып не істейді айтады. Осы нәрсені қазіргі күні ұстанып жүрсіз ғой. Барынша ұстануға тырысамын, мен де идеальный емеспін. Кейде ұстана алмай қалатын кездер болады. Оған енді өзіңді түсінесің да, қателесіп жатқанын, сосын қайтадан дұрыстайсың. Келіншегіңіз жайлы сұрайықшы. Ол кісі де филолог қой, иә? Ол филолог. Казгудің филологиясында оқиды. Осы филология таныстыңыз ба, қалай, қысқаша? Енді негізі Нұрмұхамедтің өмірі ойбай бөлек подкаст негізі ол. Бірақ жалпылама осы жерден айтып өтсек, қалай таныстыңыз? Филолог пен филологтың танысуы қалай болды? Ең қызығы, ол курсқа тіркелген, Ілімқазда оқыған. Ең қызығы, біз ең бірінші жылдық абонементті шатаспасам сол Бопанға саттық. 63 мың теңге әлесінде. Еще несі, ол 63 мың теңгені 2 рет төлеп жүрген ғой, түнде. Әпкем де ол кезде білмейді, рассрочка деген нәрсені қатты түсінбеген кезіміз ғой. Әпкем 2 рет қабылдап қойған. Сол мен ана жақта паника, әпкем маған да қоя тұршы деп ше, бірлесе айтып отырсам. Түнгі уақыт. Мен әпкем қасында емеспін, екеуміз алшақпыз бәріміз бірімізге. Сонымен Бопанда жарайды, азанда көреміз ғой деп. Ана 63 деген уайымдау жоқта бір машинник ау дегенше. Сөйтіп азанда қайтарып берген екен. Сөйтіп ол ойлаған, Нұриб апай береді деп ойлаған. Нұриб апай инстаграмнан тіркелген ғой. Мен әлі ол кезде инстаграм жүргізбеймін. Сөйтіп сабаққа кірсем, ағай отыр дейді, өзі айтады ғой жаңағы. Мен отырмын сабақта. Сөйтіп мен есімде ол 2023 жылы маусым айында тіркелді. Оның тобында 5 оқушы болды. Екеуі курсты бітірді ғой. Үшеуі курстан шығып кетті. Біреуінің інісі қайтыс болды енді өкінішке орай. Алла иман етсін. Одан кейін барып біреуін жаңағы екі қызбен оқи алмай өзі шығып кетті, и біреуін мен есімде жоқ қалай шығып кеткенін. Сонымен Бопан бізде 1 жыл оқыды, тура 1 жыл оқыды, ОБТ тапсырды. ОБТ тапсырғаннан кейін ол 122 балл алды, біз қуандық. Сосын менен сұраған, ағай мен қайда түсейін, Қызылордадағы Қорқытқа ма, әлде Алматыдағы Казгуға ма деп. Мен ол кезде бұл сезім жоқ, бірақ мен шынайы түрде Казгуға түсу өкінбейсің деп кеңес бергенмін. Сөйтіп біз жұмыс жасай бастадық тамыз айында. Тамыз айында ол бізге Ілімқазға келген кезде мен алғаш рет суретін көрдім, себебі біз айтатынбыз, куратор болған кезде суретіміз қойып қою керек жаңа. Оқушы кураторын көре алатындай. Бопанның алғаш рет. Оған дейін де жүзін көрдім енді Google Meet'те, бірақ бүйтіп көп оқушының ортасында тұрғаннан кейін назар салмаған ғой. Сөйтіп суретін көріп ұнаттым. Содан кейін менде бір қызық сезім болған. Сол суретті алғаш көрген кезде мен бір сезім болды. Бұл кісі менің болашақ жарым болады деген. Бірден сездіңіз? Бірден, иә. Негізі андай болады ше, білмеймін, Алла тағала сездіре ма. Мен өзіме бір мақсат қойған кезде шамамен соны сезем ше. Бұл орындалады деген нәрсе. Мысалы Казгуға түсу деген нәрсе мен сезгем. Бопанға үйлену деген нәрсе мен сезгем. Мен обязательно Казгуға түсемін, мен Бопанға үйленемін. Тағы біраз нәрселер болған. Қазір есіме түспей тұрған шығар. Сонымен ол Казгуға келген кезде алғаш рет жолықтық, мен кездесуге шақырдым, екеуміз кездесуге барып келіп жүрдік. Сөйтіп біз бірге жұмыс істедік офисте жазға дейін. Жазда енді біздің отбасымызда қазалар болды дәулетімізде. Өкінішке орай ол жақсы кезеңдер, бір жеңіл кезеңдер болмады. Үйленуге өте қиын болды. Сен бір жағынан жақын туыстарың қаза болғанда өзің де құлазып жүресің. Сонымен біз тамызда үйлендік қой. Тамызда некемізді қиды. Жақында 1 жыл болды екен, оған да бір кеше ғана болған сияқты. Бұйырса жазда той болады. Мөлдірді қандай қасиет үшін немесе мінез үшін жақсы көресіз? Енді ерекше болады бір мінезі. мен бірден айтайын, Бопанның суретін көрген кезде мен бірден екеуміздің сөйлескенімізді ақтардым. Оған дейін мән бермегенмін. Оқушы, мұғалім ретінде сөйлескенбіз. Енді біз коллега болдық қой. Мен 3-ші курспын, ол 1-ші курсқа. Мен 3-ші курсқа отырмын, ол 1-ші курсқа отыр. Ашып қарадым,
сыпайы ғой өте. Ағай деп ше, осындай бола ма ағай, осындай. Өте аз сөйлескенбіз біз. Басқа оқушылар сияқты көп сөйлескен оқушылар бар, реально көп сөйлескен. Онымен біз бір жыл ішінде бір кішкентай ғана сөйлескенбіз. Жақсы енді кішкентай сәл үлкен деп айтуға болады. Бірақ бәрі сыпайы сөйлесу болған да. Ең бірінші мен ол мінезі үшін ұнаттым, яғни көркем мінез деп айта аламын. Сосын мен тағы бір қызық нәрсе ол таңғы 5-те онлайн болатын. Телеграмда көріп қоятын онлайн отырған. Значит, таң намазға тұрады екен ғой деп ойладым. Сол ойым дұрыс болды. Кейін таң намазға тұратыным рас болды. Кейін сұрадым өзінен, иә деп намаз оқитынын білдім. Және сол намаз оқитындығы үшін де ұнаттым ғой. Яғни исламға бет бұрған, дінге бет бұрған, иманды қыз болғандығына. Енді қасыңызда жүргенде уже 2 жыл ма болып қалды ғой. 3 жылға да таяғанда шығар. Қандай қасиетін бір жақсы көріп тұрасыз? Осы бір қасиетін ештеңеге айырбастамас едім деген секілді. Такс. Еркелегені ғой. Ең тәтті нәрсе сол. Сіз де өзіңіз еркесіз? Мен де еркемін. Ол да еркесі, бір-бірін еркелеп. Сол ғой, ең күшті нәрсе. Шығармашылық жағына тоқтайық ондай болса, кішігірім. Өйткені көбісі, білмеймін, оқушыларыңыз біле ме, шығармашыл екендігіңізді, себебі біз бірінші курсқа келген кезде де бір өзі топ 3 шығармашыл адам болса, соның бірі Нұрмұхамед болды. Кәдімгідей өзінің бір жыр жинағын шығарған, ақын оқушы ретінде, студент ретінде келген болатын. Сол бір шығармашылығыңызға қайда кетті, қайда қазір өлең шығару. Одан кейін араға 3 жыл салып па, өткен жылы осы жылғы 4-ші курста фестиваль ұйымдастырған кезде сол жерде өлең оқығаныңыз бар. Сол кезде де сағындырып бір өлең оқығаныңыз. Сөйтіп таныдық одан кейін. Осы нәрсеге қалай өлең жазу қай жағынан, шығармашылығына қалай баға бересіз? Мен былай деп айтар едім. Мысалға мен өткенде галлап тапсырдым да, ол жерде менің бір қасиетім ол перфекционист деген нәрсе болды. Ол галлап өзіміздің ішіміздегі қасиеттерді атауға көмектеседі. Мен шынымен де ойлаймын, яғни мен перфекционист бір нәрсені көп бір андай бір мелочтарының да бір жақсы тұрғанын қалаймын да. Ал 11-ші сыныпта менің әдеби шығармашылығымның пигі болды деп айта аламын. Неге? Себебі мен ол кезде көп әдеби кітап оқитын едім. ОБТ-ға дайындалып жатқандықтан. Сол себептен сөздік қорымда мен жазып алып жүрген нәрселерім көп болғандықтан бір өлең жазуға шабыт та көп келіп тұратын. Ал одан кейін мен тек қана түсіндірумен, сол өзімнің білімімді және кәсіби білім алумен айналыстым ғой. Мен өлең жазатын болсам, өзімнің өлеңімді өзім ұнатпайтын болдым. Бірінші шумақ, екінші шумақ жоқ ұнамайды. Онда не істеймін? Уақыт жұмсаймын. Сөйтіп, бірақ мен проза жаздым. 3-ші курста ОБТ жолын жаздым. Ең өзіме және өзгелерге де ұнаған. Оқушылардың да көңілінен шыққан дүние болды. Өзіңізге де ұнады ма ол нәрсе? Өзіме де ұнады. Бірақ қайта кейін оқығаннан кейін өңдейтін жерлер бар екен ғой деп ойладым. Бірақ оған уақыт жоқ болып жатыр. Енді ең бір қызығы маған бұрын 7-6 сыныпта Айсұлу деген әдебиет пәнінің мұғалімі берген кенже апайларымыз болды, ол кісілерге Алла разы болсын. Көп нәрсені үйретті. Айсұлу апайымыз айтатын, сен өлең жазба, сен проза жаз дейтін маған. Сен проза жазсаң, сол әлдеқайда жақсы шығады деп айтатын. Бірақ маған өлең жазғым келіп тұрады да, ақын болғым келіп тұрады, жазушы емес. Сөйтіп кейін байқасам, шынымен де мен проза жазған кезде өлеңге қарағанда өзімнің айтатын сөздерімді жақсы жеткізеді екенмін. Көсіліп жазасыз ба? Иә. Себебі андай дүние болады да, мен өлең жазған кезде мен астарлап кетемін. Астарлап кеткеннен кейін, негізі өлең мысалы Шахановтың, Мұқағалидың өлеңдері секілді төгіліп жатса жақсы ғой. Астарлап жатқан Абайдікі сияқты түсіну қиын болып кетеді. Абайдың әндері мысалға бір жеңіл жазылғанда сөздері, ал өлеңдері философиясы астында жатады ғой жаңа. Сол секілді мен өлеңдерім андай бір түсіну үшін бір 2-3 қайтара оқу керек өлеңдер болып шығатын. Ал прозам көбіне бір ішімдегі бар сезімді төгіп жазғаннан кейін әдемі шығатын. Ал қазір неге жазбаймын? Себебі мен онымен айналыссам кәдімгідей бір отырып, уақытымды бөліп, кітап оқып, ішінен әдемі сөздер теріп жазып, сол сөздерді өзімнің ойымды жеткізуге қолданып жазғым керек. Мен болашақта болатын шығар бәлкім. Бірақ менің қазір ойым компанияда жүреді ғой. Сол себепті мына жаққа бөлінбейді. Алдағы уақытта менің өмірлік жолым деген секілді бір кітаптарды күтеміз. Қазір көбісі нәрсе жазып кетті ғой. Әлі ерте болса да, біз ол нәрсені күтеміз, өйткені кәдімгідей бір эпостық жыр дейік па, не дейік, лирикалық жыр дейік па, Нұрмұхамедтің өмірін біз күтеміз. Енді мына жерде қызық, мысалы мен группаластарыма айтамын негізі өмірімдегі кейбір қызықты сәттерді, қиын сәттерді группаластарыма еркін ашылып айтамын. Сол себепті группаластарым біледі. Кейін бір жұрттардың барлығы да көрсе білсе деп өтеміз. Өйткені жаңағы танк дегеннің өзі де кәдімгідей нәрсе ғой. Сенің өткен өміріңнің осы нәрсе болып кеткенде алған беттен қайтпау дегеннің өзі біз ана бәрін тыңдап кәдімгідей таңғаламыз. Және мына қатарластарыңыздың арасында да сізге бір қызығатын ісіңізге, яғни мен де әке шешеме көлік сыйласам, үй алсам деген секілді, отбасылы болсам деген секілді қатарластарыңыз бар, өзіңізге қызығатын, оларға қандай ақыл кеңес бересіз? Және бір компанияның басын ұстап отырсың бәрібір де осындай бір мен де өстіп ата анама көлік сыйлағым келеді, мен де өстіп үй алғым келеді дейтін бір студенттерге, жастарға, өзің қатарластарға не айтасың, қандай пікір, қандай ақыл қосасың осы тұста? Мен айтар едім, енді ең маңызды дүние ол мақсат қою. Сол мақсатқа жауапкершілік алу. Одан кейін
алла тағаладан тілеу және талмай еңбек ету ғой сол. Талмай еңбек ету. Себебі мына нәрсе бар да, біз мысалға не нәрсе үшін бағаланамыз деген сұрақ, нәтиже үшін ба? Жоқ, біз әрекет үшін бағаланамыз да. Мысалы кеше Еркебұлан Тоқтар жеңіліс тапты. Оның мысалға нәтижесі жеңіліс, яғни біз оның жеңілісі үшін неше түрлі сөздер айтсауға құқығы бар да көрерменнің, мысалға жанкүйердің. Бірақ жанкүйерлер қандай сөз айтып жатыр? Еркебұлан Тоқтар қолдап жатыр. Неге? Себебі бәрі оның дайындалғанын көрді, әрекетін көрді. Яғни сен қанша мысалға алдыңда жекпе-жек тұр. Ол жекпе-жекте сен мысалға бүкіл Қазақстанды аузыңа қаратып отырсың. Және сен оған бүкіл күшіңді салып дайындалсаң, мысалы 83 келіден 70 келіге түсті, жаңағы 13 келі салмақ қуалады, жаңағы неше түрлі жаттығуларды жасады, боксерлармен де дайындалды. Біз оның процесін көрдік. Барын салды ғой, болды. Жеңілді ма? Біз нәтижеге біз не істемейміз, жауап бере алмаймыз. Оны Алла тағала шешеді. Біздің әрекет бізден нәтиже алады. Яғни сен өзіңді де кінәламайсың, толыққанды әрекет жасасаң. Егер мысалға сен бір нәрсеге ұмтылып, мақсатқа ұмтылып, әрекет жасамасаң, өзіңді кінәлайсың. Мен сол кезде әрекет жасамадым ғой деп ше. Енді және сосын айтып кетейік, талмай еңбектену деген ол демалмау деген сөз емес. Көп адам осы демалмаумен шатастырады ше. Бүкіл нәрседен өзін тыйып тастайды. Демалу керек, әйтпесе адамның денесі демалмаса, яғни телефон қуатын алмаса, бұл да жалғастыра алмай қалады, өшіп қалады. Сол себепті талмай еңбектену деген мүлде демалмай жұмыс істеу деген сөз емес. Ол демалысыңнан жұмысыңның көп болуы барынша. Сосын сол мақсатқа жету, мысалға менің жолымда енді әрқайсысында әртүрлі болды деп айта аламын. Және ең маңызды сол жазу керек. Менде бәріне ортақ бір дүние бар мақсатқа жеткендегі. Мен бәрін жазған. Әкеме көлік алу дәптерге жазылған, үй алу дәптерге жазылған, үйлену дәптерге жазылған. Жазылған кезде ол 5 ай бұрын жазылған, 1 жыл бұрын жазылған, 3 ай бұрын жазылған. Жазылғаннан кейін барып әрекет етілгеннен кейін барып жетілген нәрсе. Орындалған дүниелер. Сосын жаңағы ортақ нәрсе сол дәптерге жазған кезде мен Алладан тілеп жазатын 5 нәрсені жазамын, мысалы 3 айға жоспар немесе 1 жылға жоспар, 5 ең мықты нәрсе. Астына Алладан тілеп қойдым, Алла маған осыны жазып жетуге көмектесші деп. Одан кейін студенттік шақтағы студент Нұрмұхаметке қандай баға бересіз? Студент шақтағы 4 жылыңызды бір қорытындылап айтсаңыз, бағана 10-нан 6 деп жатыр ғой, енді жалпы бүйтіп қорытындылайтын болсақ, бірінші курста кәдімгідей белсенді болдың. Жаңағы оркестр болса, домбыра болса, домбырасына да шықтың, өлең оқу керек болса, өлең оқуына да деген секілді. Алғашқыда біздің өзіміз Сұңқарға кіргізгенде сенің арқаңда кіріп кеттік, біз жүріңдер Сұңқарға кірейік деген секілді. Осы нәрсеге айтайықшы. Одан кейін жалпы 4 жылың қалай өтті? Қандай студент болдың? Мен бірінші курста мықты студент болдым деп айта аламын. Себебі бірінші курста мен, сен өзің айтқандай, жұмысым аз болды. Студенттік шақ сол бірінші курста жақсы болды. Одан кейін бірінші курстың соңынан бастап менде жұмыс көбейді Ілімқазда. Екінші курс тіпті кіріп кеттім. Үшінші курс тіпті өте қиын кезең болды, бас жағы, соңғы жағы. Сонымен университетте мен азайып кеттім ғой. Бірақ мен айта алар едім, университеттен өте жақсы білім алдым деп. Университеттегі әрбір ұстазыма алғыс айтқым келеді, себебі ол кісілер біліммен қоса бізге тәрбиені де негізі берді. Мысалға мен үйде тәрбие беруші маған әкем болса, бұл жақта Шоқан ағай болды да. Шоқан ағайдың бірінші курста айтқан сөздерін қазір ойланып, сол кезде айтқан сөздері рас екен ғой, дұрыс екен ғой деп түсінетін кездер болады да. Екінші курста айтқан сөздері қазір басыма келіп, мына Шоқан ағайдың сол кезде айтқаны бізге өмірлік керек дүние екен ғой негізі. Сол кезде біз ұнатпай отыратын едік, осы ағай қашан сабақ өтеді деп ше. Келеді да сабаққа әңгіме айтушы еді ғой мысалы кейде. Бірақ сол сабағына қарағанда ауыз айтқан әңгімесі артық болған екен ғой деген ой келеді да. Бірақ сабақ керемет өткен, мысалы жаңа айтып өткен Самал, Пазылы секілді ағайларымыз болды. Ол кісілер кәдімгідей бір нәрсені зерттеуді үйретті десек болады. Жаңа сыртын көріп іс бітпес сырын білмей деп абай айтады. Сол сияқты жаңа кез келген дүниенің сырына үңілсең, одан да көп нәрсе табатыныңды сол кісілер үйретті да. Бір сөздің астында қандай мағына жатуы мүмкін екендігін ше. Және мен сол бірінші курсым мен екінші курсыма негізі жақсы баға бере аламын. 10-нан 9, 10-нан 10 деген сияқты. Бірақ үшінші курсым мен төртінші курсыма қазір ондай баға бермеймін, себебі ол жақта мен көбірек Ілімқаздағы жұмысыма жақсы баға беремін ол жақта. Және енді мына нәрсе бар. Мен мысалы бірінші курста барлық активистикада болдым ғой. Мысалы Сұңқарда болдым 2 ай. Сол кезде менде Сұңқардан шығып кетуіме бір қызық оқиға болған. Сұңқардың перуаштарды таныстыру деген несі бар еді ғой. Бірінші курстарды таныстыру. Сол кезде мен домбыра тартуым керек болған, ерке сылқым. Мен ерке сылқымды өте жақсы тарта аламын. Сендермен бірге сен барсың, мен барып перизат үшеуміз тарттық қой. Сол кезде мен мүлде билемейтінмін, ән айтпайтынмын. Және жаңағы үлкен курстар келген кезде, қонақтар келген кезде давайте билеп қарсы алайық деді. Бәрі коридор болып тұрдық қой жаңа. Живой коридор болып. Ол шарда болдың ғой, иә? Иә, болдым ғой мен. Көп нәрсе есіме қалмады. Сөйтіп мен де билеп кетемін ғой бір кезде. Бәрін күтіп алып жаңа. Енді Сұңқар үшін тырысып жатырмын ғой енді. Өзім үшін емес. Билеп кетемін. Бірақ өзімнің ішімде бір жаман сезім сезінемін. Яғни мен өзім ішінде қарсылық, ол нәрсе болмайды жасауға.
мен жалпы бір дейді факт сондай, мен билемейтін адаммын негізі. Тек қана оқушылардың алдында бүйтіп отырып билеген болмаса егерде ше, оқушылар үшін оқушылардың көңілін көтеру үшін Оның өзі кейін ашылған қасиет. иә, оның өзі кейін. Марал маған айтады ғой 2023-те өзі вообще бір тас болып отыратынбыз деп ше. Сонымен енді жаман сезімді сезінемін да, өзім да сөйтіп домбыра тартып жатқан кезде мен еркешілігін тарта алмай қалғанмын сол кезде. Перизатпен тарттым, сол кезде сендерден күшті шықты, мен вообще тарта алмай қалдым, өзімді жаман сезіндім, домбыраны ұстап отырып қалдым да. Сөйтіп үйге келіп ойландым, жатақханада отырып ойландым, неге болды барлығы. Мен өзімнің принципіне аттап кеттім, мен мысалы билемеу керек деген дүниеден аттап кеттім, мен кішкене жеңіл болып кеттім, мінезім жеңіл болып кетті. Демек мен сұңқарды ары қарай өзімді жалғастырмаған дұрыс деген. Бір мәселе шықса соның түрін шот кесіп тастау керек деген болған ғой менде ше. Ары қарай сұңқарда билемей ақ жүруге болады негізі. Бірақ жоқ, сұңқарды кесіп тастау керек. Білмеймін, аяқ асты иә. Оның өзі бір күзде ма болды ғой, бір жоқ, 1-желтоқсан. қыста ма иә? Желтоқсанда болды. Әлі қар түспеген кез. Мен есімде сөйтіп бөлмеге Айбат келді, немесе Рамазан екеуін бірге өткен кезімде айттым, мен бұл сұңқардан шықтым дедім. Сөйтіп сол бір күнде шығып кеттім да, как раз сол сұңқардан шыққаннан кейін 10 күннен кейін мен Ілімғазыға келдім ғой. Содан бастап мен уже не басталып кетті, Ілімғазыдағы жолым басталып кетті. Активистика аяқталды, енді оқу ары қарай жалғаса берді. Айтпақшы жаңа оқуға байланысты бірінші курста Арайлым апай мысалға қандай күшті апай болды да, ол кісіні әлі күнге дейін инстаграмнан көріп, ол кісі бізге хат жазып, қолдау беріп отырады, рахмет ол кісіге ше. Орыс тілінен біз негізі жақсы білім алдық бірінші курста. Қазір осымен бітіп жатыр. Домбыра демекші, бір уақыттарда домбыраға бір өз-өзіңе тыйым салғандай да болған сияқты. Бізге солай көрінді. Домбыра тартпаймын деген секілді. Ол нәрсе қазір көзқарасың қалай? Мен шатаспасам екінші курста ғой деймін сол нәрсе. Екінші курста домбыраға байланысты енді әртүрлі бір қарама қарсы пікірлер бар исламда. Бір жақ тыйып тастайды, бір жақ рұқсат береді. Сонымен мен негізі былай айтсам болады, барынша тырысатынмын амал жасауға. Мешітке баруға, әртүрлі мысалы қосымша сүннет амалдарды жасауға, негізі ол нәрсе маған көмектесті деп айта аламын. Кез келген жетістікке жету жолында ол нәрселер көмектескен кез болды. Жай ғана мен мысалы бір оқиға болған, айтып кетейін. Бір күні отырамын да, оқушы тіркей алмай жатыр курсқа, жаздың уақыты, шілде. Қалтамда Каспийді ашып қарасам, жаңағы инстаграмнан шықты, бір садақа қашан бердің соңғы рет деген, жақсы садақа беріп қойшы. 5600 бат теңге бар екен, 4600 сатып. Сол 600 теңгесі артық қой дедім да, 600 теңгесін қайырымдылық қорына, қай қор екенін біліп тұрмын, ұмытып тұрмын бірақ. Сол қайырымдылық қорына салып жіберемін ғой. Тура 3 сағат өтпей менің Каспийіме 6000 теңге түседі ғой. Сөйтсем бір оқушы, бізде ол кезде бір пән 6000 теңге болатын, сол әдебиетке тіркелсем деп жазып жіберген ғой. Онымен мен бірнеше күн бұрын сөйлескем, оқушы тіркелмей жүрген. Сөйтіп деп ойлап отырамын да мен. Давай 1200 сақ көрейін деген ой кетеді ғой ше. Уже бизнеске айналдырып жүргенсің ғой, работает деген сияқты. Кәсіпте дұрыс бұрыс деген нәрсе жоқ, кәсіпте жұмыс істейді, жұмыс істемейді деген нәрсе бар дейді ғой. Жұмыс істейтін нәрсе отыр ғой сонымен. Сөйтем да, сосын тағы ой келеді, жоқ, сен жаңа шынайы ниетпен бердің, қазір сен ақшаны көтеріп алайын деп тұрсың, бұл дұрыс емес деп ше. Сөйтем да, сол ой тоқтатып тұрды да мені. Сосын жоқ, бермегеннен берген дұрыс қой деген ой келді да, 1200 сақ жердім. 24 сағат өтпей 12000 теңге деді ғой, ровно 12000. 1200 артына 1 0 қосылады. Артық 1 тиын жоқ, кем емес. 600 артына 1 0 қосылады. Артық 1 тиын жоқ. Негізі садақа берсең 10 есе қайтып келеді деген дүние ғой бұл нәрсе. Сөйтсем бір оқушы жазып жіберген ғой, ол менде телеграмда біраз сөйлесіп жүрміз, или WhatsAppта ма, 2 пәнге тіркелейін. Ол кезде 2 пән 12000 теңге. Сөйтіп бұның ең қызығы, ол 2 оқушы да бізде оқып бітірді толықтай. Ең қызығы жаңа 1200 салған оқушы, 1200-ден кейін тіркелген оқушы, 12000 салып, Ақнұр деген оқушымыз 132 балл алды. Біздің ең алғашқы 130 плюстарымыздың бірі болды. Бізде куратор болып та жұмыс істеді. Берекелі болды да оның жолы. Ал 6000 теңге салған оқушы 137 алады ғой. Айсұлу. Ол біздің рекордымыз. Нағыз ұбытта әлі күнге дейін рекорд ол. Бүгінге дейін нағыз ұбыттағы 137 рекорд. Бізде әрине 139 бар қаңтарда. Мысалға 137 бәрі нағыз әлі жеткен жоқпыз ғой. Сонымен еще ең қызығы ол бізде куратор болып жұмыс істейді Айсұлу. И қазір тарихтан аға куратор ғой. Бүкіл тарихты басқарып отыр. Сонда сол 600 теңге мен 1200 теңгенің берекесі бүгінгі күнге дейін келе жатыр да. Өте күшті. И жаңа нәрседен шықты ғой, домбыра мысалға сондай дүниелерде мен сақтануға тырысатынмын. Егер қате болатын болса мен тиіп тастайтынмын. Екінші курста мен Яшкино харам деп бәрін сызып тастайтын едім ғой. Яшкино мысалға қарап мен Яшкино группаластар келіп жеп отырса мысалға общагадағы жігіттер Яшкино жемейдер деп айтып отыратын. Әлі күнге дейін Яшкино халал ма? Ол Москвадан шығарды ғой. Харам андай шошқаның майымен жасалады деген сондай несі бар. Білмейтін мен. Яшкино алып алмайтын. Яшкино озера бар. Сонда шоколадтардың бәрін тексеріп, неден алдында бәрін сөйтіп жүретін тұғын. Қазірге дейін сондай ғой негізі. Тексереміз. Сөйтіп мен домбыраны білдім да, сосын сол нәрсені естігеннен кейін мен күмәнді ғой. Яғни екі түрлі пікір айтып жатыр ғой. Мен
домбырасыз өмір сүре аламын ба? Иә. Және мысалы ақыретке барған кезде домбыра, мысалы мына жауап дұрыс болып қалса, менде ешқандай күнә болмайды. Бірақ иә, оны ұтылмаймын. Бірақ мына жауап дұрыс болып қалса ше, мен домбыраны өмір бойы тарта берсем, менде бір арқалайтын күнә болады ғой деген ой болды да мен домбыраны үйренуді қойып қойдым. Енді содан кейін жалғасқан жоқ домбыраны үйренуім, бірақ әлі де бір 2 күйді білемін. Сол тартасың ба? Өткенде бір тарттым 8 мартта қыздарға арнап. Негізі өзім үшін тартамын деп айта алмаймын. Мен біреуге қуаныш сыйлау үшін тартқан кездерім болған. Бірақ қазір енді ойым бәрібір домбыра харам емес. Негізі ойым. Себебі әнге байланысты, ән ол егер адамның бойын нәпсіқұмарлыққа жетелейтін болса, онда оны бір жасамау керек деп табуға болады. Ал егер сенің әнің керісінше адамды жігерлендіретін болса, яғни күйің мысалы, ерке сылқым, көңіл толқын ешқайсысы бүйтіп дүниеге шақырмайды ғой, мысалы, рок музыка емес бұл деген сияқты. Керісінше жігерлендіреді, керісінше ой салады. Сенің жазған өлеңіңде, айтқан әніңде сондай болатын болса, онда ешқандай бір күмәнданатын дүние жоқ. Яғни әдебиетші болғаннан кейін осы нәрселерді ескеріп жүру керек деп ойлаймын. Жаңа енді группа жайлы айтып өттік. Группаңызға қандай баға бересіз? Бір белсенді группалардың бірі ретінде көрінеді. Сіздің көзқарасыңызда группаңыз біздің қандай? группа алтын ғой. Неліктен? Не себебі бұл нәрсеге? Біздің группа ең бірінші 5 жігіт бар десе, жақсы 5 жігіт айтсам. Оның өзі жетістік деп қой. Иә, оның өзі жетістік. Бізде несі баланс бар ғой негізі. Бұл жақсы негізі. Қыздар да, жігіттер де жақсы. Және ең жақсысы ол біз мысалға осы 4-ші курс бітіргенге дейін мен группаластардың ішіндегі енді Алла сақтасын ешқайсысымен бір сөзге келіп қалмаған екенмін. Мысалға бірімізге бір қатты сөз айтпақ түгіл қабақ шытып қараған кезіміз болмапты мысалға. Мен сол нәрсеге қатты қуанамын. Себебі байқаймын кейбір топтарда бар бұл нәрсе. Жай ғана сабақ айтудың кезегінде таласып қалатын кездерді көрген кезде мә деп ойланамын да мен. Бізде жоқ қой, сен айтасың ба, сен айтасың ба? Айта берді бір-біріне сілтеп ше, жол беріп сөйтіп не істейміз ғой. Оған қатты қуанамын. Әрине кез келген дүниенің кемшілігі болады, бізден де кемшіліктер болды. 3-ші курста 8 март жасамадық. Сол кемшілігіміз болмаса деп ше. Оны айтпаймыз бұл жерде, өтіп кетеміз. Алсайсың ғой. Сондай кемшілігіміз болмаса қалған бәрі күшті. Группаластарым, топтастарым мен жақсы көремін, себебі осы кісілермен түскеніме қуанамын. Мен ең бір қызығы әсіресе енді бұны топтастарым деп айта алмаймын, бірақ жатақханаға келген кезде мен бөлмеге келіп алғаш рет бөлмеге кірген сәтте намаз оқығанмын. Сөйтіп алладан намаз оқып болғаннан кейін тілегенмін. Менің жатақханада бірге болатын адамдарымды жақсы адамдардың етші деген сияқты. Себебі мен әртүрлі оқиғаларды естіп келдік қой Қазақстан түкпір-түкпірінен. Ішетіндер болуы мүмкін, жаңағыдай әртүрлі жаман нәрсе жасайтындар болуы мүмкін. Ондайға мен де еріп кетуім мүмкін, Алла сақтасын, жаңағы жанымдағы адам сыныптан басқаның бәрі жығады. Сөйтіп топтастарыма бүйтіп тілеген жоқ секілдімін, есімде жоқ, бірақ сонда топтастарым сондай керемет адам болып шықты. Соған қуанамын. Әр адамға сол орта, әсіресе студенттік шақта орта әсер етеді деген нәрсе, оған не айтасыз қатысты? Әсер етеді студенттік шақта. Біз өзіміз енді куәгер болдық қой, неше түрлі қасымыздағы жігіттер болды, танитын жігіттер де болды. Жақсы жаққа қарай сәл бет бұрған адамдар бір-бірімен бірге сол жақсы жаққа қарай жаққа кетті. Енді жақсы жақ, жаман жақ деп айта алмаймыз. Мысалы, адамның жақсы әрекеттері де болады, жаман әрекеттері де болады ғой. Жақсы адам дегеніміз ол жамандығына қарағанда жақсылығы көп адамда. Мысалға 51% жақсылық, 49% жамандығы болса, бұл жақсы адам. Біз оның тек қана мысалға 49% жамандығын көріп, бұл туралы өсек айбат айтқанымыз да дұрыс емес та. Бірақ мен студент шақта айтар едім, көбіне студенттер келгеннен кейін бір өзінің бойын жамандықты үйрететін адамдардан сақтау керек, алшақтату керек. Ол алшақтата алмайсың емес, алшақтата аласың. Сөйлеспей кете аласың, кездеспей кете аласың. Ол сенің қарамағыңдағы нәрсе ғой. Көбіне адам мынандай позицияға кіріп алады, құтқарушы дегенше, супермен дейміз ғой, мысалға. Барады да ол мынандай істеп жатыр, мен оны құтқарамын деп ойлайды. Бірақ бір дүние айтайық, адамның өзінен Алла тағаладан басқа ешкім құтқармайды. Мындай дүние бар ғой, сен оларды тура жолға сала алмайсың өзің. Алла тағала ол нәрсені қаламаса деген сияқты да. Сол себепті оларға біз ауық сөз айтып қойсаңшы осы дүниені деген сияқты дүниені жеткізе аламыз, немесе іс-әрекетпен көрсете аламыз, бірақ оларды күштеп ешқашан қасында 100% 24-те жетіп болып тартып өзіміз жаққа не болмаса жақсы жаққа қалып келе алмаймыз. Біз тек қана жақсы жақты айтамыз, біздің де жаман кездеріміз болады. Біз мысалға бір жаман нәрсені жасап жатсақ, бізді де біреу қойдыра алмайды, қой деп ше. Тек қана біз өзіміз қоймасақ, Алладан қорыққандығымызбен қоймасақ. Сол себепті адамдар егер студенттер келгеннен кейін ортасын дұрыс таңдамаса, егер жаман ортаға кіріп кетсе, ол да жаман болып кетуі мүмкін. Осыдан сақ болу керек деп ойлаймын. Кеше журфактан бір студент былай жазып қойыпты Фейсбукқа. Бізде общагада жігіттердің барлығын жинап алып, осылай амандасып жүріңдер, әйтпесе ұратын боламыз деген секілді әрекет жасаймыз деген секілді бір не дейді, жігіттердің арасында сондай бір әңгіме болатындығын және бар екендігін айтты. Бізде филфакта қалай? Бір кезде де осы нәрсе көтеріліп кетті емес па? Филфактың жігіттері ұрады екен, бірінші курстың балаларын жинап алып өстіп айтты деген секілді. Сен де мысалы жатақханада неше жыл жаттың? 3 жыл жаттың ба, 2 жыл ма? Сол кезде не байқадың? Ағалы інілердің арасында мысалы филфакта ол нәрсе қалай жүзеге асады? Былай ғой. Мысалға бізде ең бір риза болған дүниеміз. Сол бізде сондай болады деп ойлағанбыз келген кезде. Бәрі сондай болады деп ойлап келеді негізі.
Бірақ біз ең қатты риза болған дүние, біз бірінші келдік, бірінші курстар өзі жатақханада алтабақ болдық біз. Жігіттердің алтабақ? Иә, бірінші курс болды ғой бізде. Алтабақ жігітпіз. Мысалы 500 адамдық жатақхана ғой, мысалы біз алтабақпыз. Екінші курстарымыз 30-ға жуық. Соның ішінде бізге ең жақсы айтылған сөз, жігіттер бізге ешқандай бір жаман дүние болады екен деп ойламай қойыңдар деген. Және бізге ешқандай надандықтың керегі жоқ деген. Ең бір есімде қалған сөз осы. Бізге ешқандай надандықтың керегі жоқ деген. Филфактың жігіттер, оқыған жігіттер ғой, көпшілігі ше. Адамдығы бар жігіттер ғой, ағаларымыз кәдімгідей. Арамызда ешқашан бір-бірімізді соғу деген нәрсе, жұмсау деген дүние, жаман сөз айту деген дүние болған жоқ. Аллаға шүкір, мен жаңа жатақханаға кіріп дұға тілегенде, мысалға, содан енді тура сол дұғам қабыл болып кетті деп айтқым келмейді, бірақ солай болғанда қуанамын да өзім. Себебі мысалға біз де естиміз, бізден басқа жатақханаларда ол нәрсе бар екен деген секілді ше, бірақ ешқашан біздің жатақханада болған емес. Біздің жатақханада бір жігітпен жағастасқан кезде есімізде жоқ ше. Енді мысалы менің өзімнің көргендерімді айтып жатырмын. Біздің жатақханада 50-ге жуық жігіт тұрады, оны әрқайсысын көрген бөлек қой. Бірақ мен өзім 2,5 жыл тұрдым. 3-ші курстың 2-ші семестрінде шықтым жатақханадан. Онда ештеңе көрген емеспін. Ал Сашак Нұрмұхамед қандай болды інілермен байланыс? Мысалы осы айтып кетейін, Заңғардың телеграмынан ба көрдім ғой, бір өте әдемі суретті осы жерге шығарып қоя саламын, если қолдан келсе. Общагада сен отырсың, үшінші курстар, өзінің кісілер, бізден кейінгі үшінші, екінші курстар. Ол бұрынғы сурет қой. Бұрынғы сурет. Соны көрдім да, бір жігіттердің бір өте әдемі отырғаны, біріншіден. Және ол нәрсе қазір де бар сияқты, өйткені қазіргі бірінші, екінші курстарда өстіп бір шемішке шағып отыратындар, кәдімгі көзің тояды. Осы нәрсе қалай болды? Ол негізі біздің жігіттердің арасындағы байланысты мен сағынамын. Қазір енді біз аптасына 2 аптада бір рет футболда ғана жолығамыз. Мен топ жігіттермен бірге футбол ұйымдастырып тұратынымыз бар. Футбол енді біз үшін демалыс, мен үшін. Себебі мен пассивті түрде жұмыс жасаймын. Күндіз-түні телефон ноутбукта отырамын. Пассивті түрде жұмыс жасайтын адамға демалыс ол активный болу керек. Яғни мен жүгіруім керек, секіруім керек, мен кейде спорт залға барамын, кейде футболға барамын. Ал ол кезде мен жатақханада тұрған кезде біз жігіттермен дастархан басына күнде кешкісін жиналатынбыз. Біз 2-ші курс оқыған кезде 1-ші курстың жігіттері қандай керемет жігіттер болды. Дастархан басына шақыратын, келіңіз Нұреке, тамақ ішіңіз деп ше. Бірақ жасы үлкен болсақ Нұреке деп, сіз деп, аға деп сыйлайтын болды. Сөйтіп дастархан басында біз неше түрлі әңгімелерді айтатынбыз, дін жайлы айтатынбыз, саясат туралы айтатынбыз. Себебі біздің арамызда мысалға саясатта да мысалы дүние жүзі тарихын білетін жігіттер болды. Жаңа бізде шет тілінде аудармашыларда жұмыс жасайтын дүние жүзі тарихын оқып келген жігіттер болды. Дінді де жақсы білетін жігіттер болды, салт дәстүрді жақсы білетін жігіттер болды, жаңа ақын жігіттер болды, домбыра тартатын, гитара тартатын, сондай әдемі диспуттар болатын ше, арамызда күшті талқылаулар болатын. Одан бөлек өзімізде ойын ойнап бір көңілімізді көтеретін кездер болатын. Жігіттердің арасында сол нәрсе әлі кейін келе жатыр деп ойлаймын. Мен жатақханадан шыққаныма біраз болды. Және енді солай келе жатыр, рас. Мен видеоларын, фотоларын көріп тұрамын, өзім келіп кеткім келіп тұрады жатақханаға жігіттердің арасында. Сағынамыз қатты. Енді филфакқа түсетін жігіттерге айтқым келеді. Кез келген осы сұхбатты көретін жігіттерге айтқым келеді. Сондай ортада болуға тырысқан жақсы ғой, барынша сондай ортаны құруға ше. Осы нәрсе жаңа футбол деп те айтып қалды. Мен оның өзім өткенде ғана темадан естідім. Бізде Нұрмұхамед өстіп ұйымдастырады, жігіттердің басын жинайды деп. Өзі бір оның да бір видеоларын анда-санда көріп қаламыз стористен. Филфактың жігіттері болып, кәдімгі командаға бөлініп, және тек қана 4-тер болып, 4-3-тер болып қана емес, бірінші, екінші курс барлығын жинап тұрып сөйтіп жасаған нәрсе, ұйымдастырып жасаған нәрсе өте күшті, және оның басқасында жүрген өзің болғасын. Өте қатты қуанып отырмын, өте күшті бастамалардың бірі. Әлде жүзеге асып жатыр ма ол нәрсе? Бұл енді ұйымдастырғанда жігіттер өзіміз жасайтын дүние ғой. Давайте жігіттер барып футбол ойнап қайтайық деп. Сол бас болып айтудың өзі қазір қиын болып кетті ме, әлде көп адам ол нәрсеге ерінеді, сол себептен өте жақсы нәрсенің бірі. Одан кейін жаңа інің де филфакта, өзің әдебиеттану мамандығында, оның да әдейі жатақханада жүр, осылай өстіп топты, өзің бір кеңесің болды ма? Иә, себебі ол өзінің мамандығын таңдаған кезде кішкене мәселелер болды. Оның екеуі көп нәрсеге келеді негізі. Мен мысалы тамақ пісіре алмаймын, ол тамақ пісіре алады. Мен мысалы бүйтіп күреске қатысқаныммен спортқа қатты бір екеуім күшті деп айта алмаймын. Бірақ оның екеуі жақсы. Ол ақын бір жағынан өлең шығара береді, бір жағынан көп жерден білімі де бар ше, мысалға дүниеден деп айтайын, мысалы әдебиеттен қатты білім болмаса да жан-жақты. Сөйтіп жүріп ол оқу таңдауға тырысқан кезде біз филфакты ұсындық. Неге ұсындық? Себебі Алматыға кел, бірінші себебі 17 жаста мамандық таңдау өте қиын. Мен оны қазір білемін ше, бір 20 жасқа келіп түсіндім ол нәрсені. 11-ші сыныптың оқушысына мамандық таңда деген дүние өте бір қиын дүние. Жарайды, ол таңдағанда дұрыс бір жағынан. Себебі бір таңдайды, дұрыс түсіп кетуі екіталай, дұрыс таңдап кететіндер екіталай. Бар бірақ 10%, 20% бар шығар, қалған 80% қателеседі. Басқа мамандыққа кетеді кейін. Сосын уже 4-ші курсқа келген кезде ес жиып, адам болып жаңағыдай біраз дүниені түсінгеннен кейін уже дұрыс таңдау керек деп ойлаймын.
сол үшін мен ініме қазір жатақханаға кел, осы жақта Алматыны көр, филфакты көр, көзіңді мысалға үлкен қалаға үйрет, жақын жақсы адамдар болады бұл жақта, филфакта жақсы адамдардың ортасында бол. Содан кейін барып сәл бір ер жеткеннен кейін барып, ақыл кіргеннен кейін барып қана өзіңнің өмір бойы бір айналысқың келетін жақсы дүниені тапсаң, ол да жақсы. Көпшілік енді кейде сирек адамдар бала кезден тауып жатады ғой. Ол өте сирек ше. Бала кезден өмір бойы айналысатын нәрсені табу. Ал өмір бойы айналысатын жақсы көретін нәрсені 11-ші сыныпқа келіп табу үшін бір ақыл кеңес немесе өзіңнің де бір ер жетуің керек сияқты. Менің орында бірінші курсқа жаңадан түскен Нұрмұхамед болса, қандай ақыл кеңес айтасың? Осы алған бетіне қайтпа дейсің бе әлде басқа да бірдеңелерді көр деп айтасың ба? Не айтар едің? Так, бірінші курстағы Нұрмұхамедке ма? Қағалыңда бірінші курстағы Нұрмұхамед отырса не айтар едің? Мен былай деп айтайыншы. Негізі көп нәрсе айтуға болады да, мысалы былай жасап көр деген сияқты. Бірақ андай ғой. Өткенде бір жақсы сөз естімін, галлап тапсырып талдатқан кезде идеальный галлап болмайды дейді. Сол сөзді мен былай айтқым келді, идеальный өмір болмайды деген сияқты. Яғни мен қазір өзімнің жасаған қателіктерімнің бәрін түзе деп оған айтатын болсам, керісінше сол қателіктер маған көмектескен болуы мүмкін да. Сол себепті мен оған тек қана айтқым келетін еді. Нұрмұхамед, еш нәрседен қорықпа, уайымдама. Сол сезім ғой негізі бізді көп өлтіретін ше. Сенде бәрі жақсы болады деп айтқым келетін еді. Түс көріп елес келіп деген сияқты. Мысалы мен бірінші курста маған 4-ші курстағы Нұрмұхамед келіп, Нұрмұхамед ештеңеден қорықпа, уайымдама, сенде бәрі жақсы болады десе, бір үлкен қолдау ғой бір жағынан. Бір жағынан соған сеніп әрекет етсең, ол да күшті да. Осы нәрсені деп едім, бірінші курстағы Нұрмұхамед өзінен үлкен Нұрмұхамедтен не естігісі келген еді деген нәрсе ғой. Еш нәрседен қорықпа, уайымдама деген сөз ғой. Сол әйтпесе себебі қорқыныш пен уайым мындай көп тәуекел болған кезде сені жеп қоятын сезімдер ше. Сол үшін барынша ол нәрселерді алып тастасаң жеңілірек болады. Енді жаңа шығарма басында оқушыларға, әдебиетке енді қызығып оқушыларға ақыл кеңес айттық қой. Енді филология түсіп алған студенттерге не айтамыз? Біздің өзіміздің филфактың студенттері көретін болса, сонандай ғой. оларға не айтамыз? Мысалға бұл сұхбатты көрген адам былай ойлауы мүмкін. Мен де бір кәсіп ашсам, мен де әкеме көлік сыйласам, өзіме үй алсам, өзім ертерек үйленсем, соның бәріне жетсем деген сияқты. Бұл жақсы талпыныс. Бірақ адамның бәрінің өмірі бірдей бола бермейді. Барлық адам бір нәрсені жасамайды. Бірақ барлық адамға бір нәрсе ортақ болады. Ол қабілет, ол адамгершілік, ол сол бойдағы мінезі деген нәрсе ғой. Сол нәрсеге қарай кішкене көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Қай сферада болсаң да, қай жерде жүрсең де, саған не нәрсе ұнаса да, адалдық, өтірік айтпау, біреудің ақысын жемеу, біреуден бір нәрсе ұрламау, біреуге қастандық жасамау, соған тырысу ше. Сол нәрсені бойыңда ұстасаң, қай жерде жүрсең де жетістікке жетесің деп ойлаймын да. Мысалы, филфакта жүрсең де, әдебиеттануда жүрсең де, қазақ филологиясында жүрсең де, өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам. Біреуге жағынумен, біреуге өтірік айтумен, біреуге пара берумен, мен өрге өрмелейді екенмін деп ойласаң, сен оңбай қателесуің мүмкін да ертең. Енді біз мысалға қазір ол нәрсеге біз өзіміз үлкен болып көріп қойған жоқпыз оның барлығын, бірақ біз анық білетін нәрсе да бұл. Анық білетін нәрсе. Себебі бәрібір жаңағы өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам деген нәрсе алдыңа келеді ғой. Бағана енді қандай студент болды деген нәрсені білдік, сұрадық. Енді Нұрмұхамед қандай бауыр, әке-шеше үшін қандай бала, қандай аға, қандай іні деген нәрсені де сұрайықшы. Қандай жар Нұрмұхамед? Менде мынандай нәрсе бар екен. Галлапқа тоқтатып кетірген жақында тапсырғаннан кейін мен ойымда тұрды. Неге себебі мендегі бірінші қасиет 34-тің ішіндегі бірінші ол достигатор да, яғни достижение. Мен мақсат қоямын, соған ұмтылатын адаммын да. Бұның плюсы да бар, минусы да бар. Минусы, мен мысалға бір мақсат қойдым, өзімді түгел соған беріп тастаймын да. Көп беріп тастаймын соған. Яғни мен кішкене отбасыма көңілім аз болып кетуі мүмкін, университетке көңілім аз болып кетуі мүмкін деген сияқты. И мен мақсат қойған жақ барынша бір идеальный жасауға тырысамын да, не болғаннан кейін. Перфекционист болғаннан кейін. Сол себепті мен отбасыма бір өте керемет баламын, өте керемет ағамын, өте керемет інімін деп айта алмаймын. Бірақ барынша мен мына нәрсеге тырысамын. Мен мақсатқа жеткен кезде ол кісілерге де жақсы болатындай. Яғни менің өзімнің осы қабілетім маған көмектеседі ғой. Маған көмектескен қабілет мен отбасыма да көмектесетіндей. Яғни мен мысалға курсты дамытуға күш салсам, оқушылардан нәтиже шығаруға күш салсам, бұл нәрсе менің отбасыма да көмектессе деген. Яғни мен өзіме ғана деп емес, отбасыма деп те қараймын да. Мен бұл жақтан тапқан қаражатты, былайша айтқанда, бір тек қана отбасыма ғана жаратамын да, басқа жаққа жаратамын. Компанияға, отбасыма және жақсылыққа ғана бұл кетіп жатыр да, ол былай өзім ғана қолданамын деген дүние жоқ та. Сол себепті менің бір отбасыма пайдам тисе, осы жақтан пайдам тиеді деп ойлаймын. Ал былай бірақ жаңағыдай бір арманды орындаймын, мақсатты орындаймын деген жолда
сол нәрсені бір алдағы планкалар дейікші, мысалы бір алдағы 5 жылға 10 жылға деген секілді сол арасында бір оның жемісін көрсете алмай қаламау деген секілді бір уайымдар болмай ма? Соның жолында жүріп мынандай ғой, тура сол талдауда айтқан болатын маған. Екінші қабілет менде ответственность. Екінші қабілет орысша айтқанда қазақша айтқанда жауапкершілік. Жауапкершіліктің бір минусы бар. Плюсы ол өзінің жауапкершілігіне алған дүниеге жауап береді. Сөз берген дүниесін орындауға тырысады. Соған барын салады. Человек слова деп айтады орысша. Бірақ бір минусы ол жауапкершілік алдан қашады. Минусы. Себебі оны орындау керек болатын, сөз беруден қашады, орындау керек болатын алдын ала сезеді. Бұйырса көреміз деген нәрсені көп айтады дейді. Бірақ бір оны шешу үшін сен сөз беруің керек, жауапкершілік алуың керек. Сонда сен табиғи түрде арттағы көпірді өртеп жібересің. Артқы жолға қайтатын көпірді өртеп жібересің да, тек қана алдыға жүресің. Сонда жауапкершіліктегі адамдардың тағы бір жасау керек дүниесі ол нәтижеге жауапкершілік алмау деп айтты. Нәтиже Темірлан деген ұстаз сол жерде айтты, нәтижеге жауапкершілік алмау. Себебі сен егер нәтижеге жауапкершілік алатын болсаң, одан қорқасың, нәтиже шықпай қала ма деп қорықсаң, оны бастамайсың. Мысалы мен қазір мынаны жауапкершілігіме алсам, тырыссам, нәтиже шықпай қалса ертең бәрі бір нәрсе деп айтып кетеді ғой деп ше. Жаңа Еркебұлан Тоқтардың мысалын келтірді. Біз неге жауапкершілік аламыз керек? Біз әрекетке. Яғни мен мақсат қойдым, мақсатқа жетер жолындағы әрекетіме жауапкершілік аламын, оған нәтижесін Аллаға тапсырамын. Алла тағала маған молынан бер деп тілеймін, бірақ әрекет менде мына жер. Осы жерге жауапкершілік аламын, яғни уайымды ойламаймын сол үшін. Оны мен бұған дейін қатты білмедім. Ал сол талдауда ғана білдім сол нәрсені. Сол кісі маған үйретті. Соны қазір осы жерде айтып отырмын. Бүгінгі күні қазіргі таңда дейікші, ата-анаға жиі хабарласу деген нәрсе, қай жағдайларын білу, көңіл бөлу, бауырың мысалы қалада, әпкең Алматыда ма әлде? Иә, Алматыда. Мысалы, үш бауыр да Алматыда жүрсіңдер, бір-бірлеріне көңіл бөлу деген нәрсе бар шығар, бірақ бәрібір. Әрине ол нәрсе болады. Мен барынша ата-анамды ренжітпеуге тырысамын. Барынша ата-анам маған хабарласпасам ренжіп қалады. Бірақ болады ренжіп қалатын кездер. Ол енді пенде болғаннан кейін хабарласпай кететін кездер болады. Бірақ мен кеше ғана хабарластық, інім екеуміз, жақсы көремін деп айттық ол кісілерге. Күлді. Біз де сендерді жақсы көреміз деп сөйтіп. Бірақ менің бір нем, жаңа тестте менің жауабым не болды? Выстраивание отношений, қазақша айтқанда қарым-қатынас орнату менде нашарлау, басқа қабілеттерге қарағанда. Менде ең мықты қабілеттер ол мақсатқа жету, жауапкершілік, адамдарға әсер ету, адамдарды басқару, және ең соңғысы баспен ойлану. Менде осы қабілеттер жақсы, бірақ ортадағы бір қабілет адамдармен қарым-қатынас орнату нашарлап байқасам, мен группада да бір күшті қарым-қатынаста жүрмеймін ғой. Яғни менде сондай өкінішке орай. Бірақ коммуникация деген нәрсе бар. Коммуникация мына жақта қарым-қатынасқа байланысты 8 қасиет болатын болса, менде соның ішінде мына жақтағы біреу ғана бар ғой. Студенттік шақтағы достар, жолдастар мәңгілік деп жатады. Бір өмірде өзінше орын алады, бөлек орын алады дейді. Осы нәрсеге қалай қарайсың? Дұрыс деп ойлаймын. Екі дүние ғой. Мысалы мен әскерге барған жоқпын. Әскерде палчандарды айтады ғой, мәңгілік болады деп. Бірінші сыныптастар, екінші группастар, студент шақтағы. Группас дегенде сол студент шақтағы таныстар ғой. Екеуі де мәңгілік деп ойлаймын. Себебі мен осы екеуімен ғана бір кездесіп қалған кезде еркін ашылып, өзім қалай бар солай ұстай аламын. Одан кейін қандай адаммен жолықсам да, қандай адаммен кездессем де олай болмайды. Бірақ байланысты үзіп аламын деп қорықпайсыз ба? Мысалға, өзіміздің группаның өзінде бір-екі адамдар былай дейді, жоқ, бұның барлығы бітеді, диплом алғаннан кейін әркім әр жаққа кетеді, әркім өзінің құндылығымен, мақсатымен кетеді, араласпай қаламыз деген нәрсе. Мен бұл жерден тек қана группаны қоспаймын ше. Иә, жаңағы курстастар, қатарластар бар. Байланысты үзіп аламыз деп ойламаймын. Қазақстан үлкен болғанмен халық аз ғой. Көрсеміз, жолығамыз, жиналамыз. Байланыс үзілмейді деп ойлаймын. Студенттік шақта бір есіңізде ерекше қалатын, алдағы 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін бір бала шағаңызға, осындай бір оқиғалар болып еді деген секілді бір айтатын оқиғаларыңыз бар ма? Жатақханада оқиғалар. Есіңізге түсетін, мысалы бір-екеуін. Жатақханада. Қандай оқиғалар болды? Қызығын айтайын ба? Өзім туралы айтайын, басқалар туралы айтсам, басқалар туралы айтқан болып кетемін ғой. Қандай бір оқиға есіңізде ерекше қалды? Именно қайсысын айтсам болады екен? Жатақханада. Енді қызығын айтайын ба, әлде бір үлгілісін айтайын ба? Екеуін айтайын онда. Айта бер. Жақсы, бірінші үлгілісін айтайық онда. Біз Байдәулет деген досым екеуміз таңғы 5-те тұрып Құран талдайтынбыз екеуміз. Ол мен таңғы 4:30-да оятады. Мен ұйқыдан тұрмайтынмын. Негізі ұйқыдан тұрмау өте қиын. Ол бүйтіп айтатын, өте сабырлы жігіт қой, сабырлы тұрғызып тұр. Мұхаммед, сен 5 минут ұйықтағаннан ұйқы қанып қалмайды дейді ғой. Ана сөз ауыр дейді ғой. 5 минут ұйықтағаннан ұйқы қанып қалмайды дегеннен кейін ана сөз тұрғызады ғой сенше. Бірақ көбіне мен қолымнан ұстап бүйтіп тартып тұрғызатын, сонда ғана тұратын. Сөйтіп екеуміз отырып таңғы уақытта Құран талдап, біраз білім алып, жаңағыдай оны ғана емес басқа да білімдерімізді талдап, сөйтіп мен таңғы 6-ға дейін отырамын, таңғы 6-та таңғы эфир өтетін. Сол дүние маған әлі дейін есімде болады. Сосын мен тағы бір дүние жатақханада көбіне мен таңғы
кешке ерте ұйықтап қалып таңғы да ерте тұратын. 10-да 11-де ұйықтап қалатын да 4-те 5-те 6-та тұрып кететін. Намаз оқып болғаннан кейін далаға шығып жүріп келем, жаттығу жасап келем. Сосын жатақхананың 1-ші этажынан 9-ші этажына жүгіріп шығамын, жүгіртсем, секіріп шығамын, секіртсем, сөйтіп жаттығу жасап жүріп. Осы менің бір нем, мотивациям болатын, ерте тұрып біраз нәрсеге үлгеру деген. Сол нәрсе маған ұнайтын. Ал қызық дүние бірінші курста біз жатақханада тұрған кезде раковина болатын үлкен. Мен дәрет алып жаттым. Раковинаның бір кішкентай сызық болды, мынандай бір трещина деген орысша, сызық трещина деген түсінікті бойынша. Аяғымды жуып бүйтіп тартып қалған кезде ана күшпен тиіп кетті да раковина тарс етіп ортасы екіге бөлінді ше, былай тұрады ғой, ортасынан екіге бөлінді. Тарс етіп жерге түскен тағы екіге бөлінді. Қасымдағы балалар жүгіріп келіп күліп жатыр бәрі ше, күліп жатыр. Сөйтіп ақысын төледіңіз бе сіз? Жоқ, ақысын төледім. Сонда жақсы екен. Себебі бізге дейін ол бөлмеде студдекан тұрған екен. Студдекан біледі ол трещинаны. Мен ол трещинаны білемін. Ол сынайын деп тұрған нәрсе екен. Деп сөйтіп төлеген жоқпыз. Жаңасын қойып берді, қайта жақсы болды. Ана кішкентай еді, одан жаңасы вообще әп-әдемі болып қалды. Сонымен қасымдағы достарым әзіл айтатын болды. Ана шкафты да сындыршы, жаңасын әкеліп алайық деп ше. Есікті де сындыршы, жаңасын қойдырып алайық деп ше. Сонымен тағы басқа ескертулер бар ма? Көп. Нұргелдінің талай концерттері бар. Нұргелдің концерттері ол. Өзіне ғана. Мен Нұргелдің бір оқиғасын айтайын, ол қызық болсын. Ол не емес деп ойлаймын, бір жаман дүние емес деп ойлаймын. Ол 9-ші этажда тұрамыз біз, 2-ші курста. 903 А басында. Бәріміз отырмыз, жанымызда 7-8 жігіт бармыз. Ол алады да жүгіріп жүреді да ортада. Бәріміз отырмыз домалақ болып. Ортада жүгіріп жүреді да біреудің бір затын ұстап алады, жаңағы шапкасы бар, кемпірі бар, чехолы бар деген сияқты. Любой нәрсені алады да бәрі лақтыр дейді. Терезе ашықтыр, түнгі уақыт, түнгі 1-2 алады да терезеден 9-ші этаждан лақтырып жібереді ғой. Сосын кім барып алады оны? О, қызық қой, тыңдасайшы. Басында кішкентай заттан басталады. Бір кезде тефаль ішіп бара жатыр. Тефаль кетіп бара жатыр. Сөйтіп ең қызығы тефаль лақтырады, сумка лақтырады. Бір кезде менің нәскиім лақтырылып, ағашқа ілініп қалған, есімде ол түспеген ол. Сонымен бір кезде тұрады да бәрі лақтырады. Ең қызығына келеді да ортада үлкен домалақ кілем бар. Сол кілемді бүйтіп жүреді да секіріп жүреді да домалақ қылып алады да ұзын қылып алады да бүйтіп тұрады. Сосын лақтырып жүгіріп барады да 9-ші этаждың терезесін лақтырып жібереді ғой. Барлығы лақтыр деп отыр ма керісінше? Иә, лақтыр дейді. Мен ғой лақтырма, тоқта дейді. Оларға қызық керек. Мен де бірақ кейде үндемей қаламын ше. Лақтыр деп айтпасам да үндемей қалатын. Қызық кім болатын, өзі барып алатын ба? Енді қызығы ұрыспайтын. сағат түнгі 2-де жасына түсеміз жаңа заттарды алу үшін. Нұргүл тұрады да апай 9-ші этаждан терезеден бір нәрсе құлап кетті, алсақ болар ма дейді. Жақсы деп апай есікті ашып береді, құлып тұрады ғой. Әр кезде кілем көтеріп кетесің олай. Заттарын бәрін жинайтын ше. Иә, кілем, тефаль, бәрін жинап көтеріп кетесің ғой, бірдеңе түсіп қалды деп ше. Апай көрсе шок болатын еді бар ғой. Енді мына нәрсе студенттер Мұхаммедтің көзінде Алматы қандай? Әркімнің Алматысы әртүрлі дейді ғой. Сенің көзқарасыңда Алматы. Менікі қатыгездеу Алматы емес. Соны сұрайын деп отырмын. Қатыгездеу ма әлде қалай? Бауырына салған ба әлде? Менде бір ерекше нәрсе болған ше. 11-ші сыныпта ол алғаш оқуға түстім, мен оған дейін келіп жүрген. Жұмыс істедім Алматыда, бірақ оқуға түсіп бүкіл киімімді жинап келген кезде заттарым бәрін жинап, мен бір сумка, 2 сумкамен келдім, бұл 2 қара сумкамен. Алтын ортада мост бар. Сол мосттың үстіне шықтым. Ең қызығы таңғы 5, күн көтеріліп кетір, жаздың уақыты ғой, тамыз. Күн көтеріліп кеткен кезде бүкіл Алматы қызыл арай шапақ болып тұр. Әдемі екенбіз ғой енді. Андай бір қиялымыз ғой енді әдемішілер. Алматы мен келдім деп ше. Мосттың үстінде ше бір өзім. Бауырыңа бас мені дедің бе? Бұйырса енді осы жерде бәрін жасайтын боламын деген сияқты. Қолым сол жерде Наполеон ұқсап. Өйтемін, бүйтемін, алдыма ана арман мақсаттарды елестетіп жатырмын ғой. Керемет деңгейлерге жетемін деп ше. Себебі менің Алматыға келгендегі мақсатым сондай. Сонда Алматы маған сол дүниелерге жетуге көмектескен қала. Сол дүниелерге жету жолында мені бауырына басып, құшағына қысқан қала негізі. Былай бірде теуіп, бірде тартар дегеннің ішіндегі тартар деген ғана шығар. Себебі Алматыда жүріп, мен Алматыға келгеніме өкінген кезім болған емес. Керісінше мен өзімді қазір басқа қалаларда елестете алмаймын. Қазақстанның кез келген қаласында өзімді елестете алмаймын. Тек Алматы ғана бір өзімнің туған деп айта алмаймын, бірақ туғанға тең қалам секілді болып көрініп тұрды. Яғни жылы қарсы алды дейсіз ғой, күн шуақтай. Иә, сол таңғы уақытта келген дұрыс болған ғой. Сол үшін Алматыға таңғы уақытта келіңдер. Жақсы, осы тұста енді айта алмай қалған болмаса, осы нәрсені де қосып кетейін, айтып кетейін деген нәрселер бар ма? Мына сұхбатты көріп жатқан кезде мен әртүрлі сөздер айтуым мүмкін да. Сол сөздердің барлығы дұрыс екен деп қабылдап қалмайық. Себебі мысалға мен айтамын жаңағыдай.
мысалға студент кезде үйлену ол бәріне пайдалы болмауы мүмкін. Студент кезде жұмыс жасау ол бәріне пайдалы болмауы мүмкін. Біреу студент кезде жұмыс жасаймын, талпынамын деп жүріп, денсаулығынан айырылып қалуы мүмкін да, ондай жағдайларды көріп жатырмыз. Біреу студент кезде керемет жұмыс жасаймын деп жүріп, ол бүкіл студент шағында өткізіп алуы мүмкін. Сол себепті бұның ішінен тек қана өзіңе керектісін ал дегім келеді, өзіне керектісін алған дұрыс кез келген көрермен. Және менің әрбір сөзімде енді бір сотқа салмаса екен, мынау дұрыс, мынау бұрыс деп ше, бұл менің өзімнің жалпы басымнан өткен, өзім көрген дүниелерім ғана. Ал шынайы бұл өмірде мысалға не нәрсенің дұрыс болатынын ол әр адамның өз тағдыры шешеді деп ойлаймын. Сол себепті бұл сұхбат егер пайдалы болатын болса, мен қуаныштымын. Және Айсұлуға өте көп рахметімді айтқым келеді. Себебі өте керемет дүние, топтастардың ішінен сұхбат алып, оны мәңгілікке естелік қылып қалдырып, оны тек өзіміз емес барша адамдар көре алады. Айсұлуға көп рахмет. Оқасы. Нұрмұхамед, енді бізде блиц сұрақ, яғни қысқа сұрақтарға қысқа жауаптармен жауап беру керек. Әуелгі сұрақ, неден қорқасың? Енді Алладан дегенді айтпай ақ қояйын, ол талқыланбайды. Бірауыздан. Мен өте шерім сезімтал деп айта аламын, қытығым қатты. Мен андай жәндіктер бар ғой, өрмекші сияқты, майда жәндіктер, ұнамайды. Қандай адамдарды кешіру қиын? Қандай адамдарды кешіру қиын? Кешіру қиын. Мен білмеймін, бұндай мен жолық көрмеппін. Әлде мұнда бәрін кешірімдісіз ғой демек? Солай болар. Кешіруге... Себебі адам жаңа айттық қой, 51% жақсы, 49% жаман болуы мүмкін. Именно 49% саған сықыр болуы мүмкін. Бірақ андай көңіліңізді қалдыратын істер бола ма? Айналаңызда адамдардың бір. Болады, болады. Кешірсең барынша. Себебі Алла тағала айтады, сен кешірімді бол, сонда мен сені кешіремін дейді. Айналаңызда адамдарды қай мінезі үшін жақын тартасыз? Көбіне адалдық қой. Адалдық. Қандай адамдар сіздің көңіліңізді қалдырады? Жаңағы сұрақ. Өтірікшілер, өтірік айтатындар. Сізді алдыға жүруге, өмір сүруге не жігерлендіреді? Мақсат. Көбіне мақсат. Арман мақсаттарыңыз. Реалистсіз бе, романтиксіз бе? Нейтрал. Екеуі де бар сияқты. Сын қабылдай аласыз ба? Негізі кешегі тапсырған тест бойынша мен сын қабылдауым өте қиын екен. Қиын екен. Себебі менде значимость деген дүние бар, мен өзімнің бағалы болғанымды қалаймын. Сын көтеру қиын. Сол дүниені түсінгеннен кейін ғана мен сын қабылдап бастауды үйрендім. Яғни маған келе жатқан сынды қабылдап бастауды үйрену, осы жақыннан бастап келе жатыр менде. Әдебиет қоғамды өзгерте алады деп сенесіз бе? Сенемін. Бірақ енді қоғам 100% өзгермейді ешқашан. Қоғам қалай бар, солай қалай береді. Ерекше ұнатқан кітабыңыз, шығармаңыз? Такс. Жусан естейінші. Нұрмұхамед кім? Нұрмұхамед. Мен мысалға өзімді ұстаз немесе тұлға деп айта алмаймын әзірге. Басшы деп те айта алмаймын. Мен күресуші дегім келеді. Ең қатты кімді жақсы көресің? Такс. Жаңадай ғой, Алла тағала деген талқыланбайды. Пайғамбарымыз деген талқыланбайды. Егер адамдардан болса, мен дәл қазір әрине Бопаны жақсы көремін, мен қатты. Енді мен ата-анам деп бүйтіп айтпай ақ қояйын, өтірік болып кетуі де мүмкін ше. Бірақ мына сұрақ өте қиын. Өте қиын. Себебі барлығын бірдей деп те айта алмайсың. Кімді ең қатты жақсы көресің деп тұрғаннан кейін бір адамды айту керек болады. Мен өзімнің өмірлік жарым серігім, мәңгілік серігім деп ойлаймын, Бопаны. Ал ата-анам бір-бірін жақсы көреді деп ойлаймын. Өмірдің мәні, бүгінгі күні өмірдің мәні сіз үшін не? Адамдарға пайдалы болу. Қызғаншақсыз ба? Әрине. Ойланып қалыппын ғой. Нұрмұхамед ашуланғанда қандай адам? Ашуланасыз ба былайша жиі? Ашуланғанда үнсізбін көбіне. Сөйлемей қаламын. Түнеріп кетемін. Ашуланып отырамын. Бүкіл ашуланғанда істегім келетін нәрсемді ойыммен істеп тастаймын. Иә, бір іштей майдан жүріп отырған сияқты. Сосын уже ары қарай ашуым кеткеннен кейін олар нормально болып қалады. Жылағанда кімді іздейсіз? Жылағанда болғанда енді қайғырғанда болмаса қатты біреу қажет болған кезде жалғызсырап. Алла тағаланы айтайын десем тағы да талқыланбайды дейік, ол бірінші. Ешкімді іздемеймін, өзім отырамын тек. Өзіңді жоғалтып алмау үшін не істейсіз? Жоғалтып алған кездерім болған. Қайта алып келетін қырын. 10 жылдан кейін өзіңе бір сөйлем қалдырар болсаң, не жазып қалдырар едің? Ешқашан берілме. Бір сөз айтуға ғана күшің қалды дейтін болсақ, бұл өмірдегі ең соңғы сөзің қандай болмақ? Енді калима ол талқыланбайды деп айтайық. Талқыланбайды. Басқа сөз үшін көрейін.
артымдағыларға қалдырамын ғой. иә қасыңдағы айналаңдарға бір соңғы сөзіңді айтып кету керексің. Жауыз болмаңдар деген келген шығар енді, яғни адамдар бір біріне қастандық жасамаса көп. Өзіңді қаншалықты деңгейде жақсы көресің? Мындай сөз бар ғой, өзіне тамсанған адам ұтылған адам дейді. Өзімді енді нейтрал деп айтайын, елу-елу. Айналаңдағы адамдарды жек көрген кезде, жалпы айналаңдағылар емес, жалпы қоғамды бір жек көрген кезде, бірдеңе көңілің толмаған кезде не істейсің? Бір әрекет бар ма? Мына нәрсе ғой. Егер сол нәрсе саған ұнамай тұрса, онда дұрысташы деп өзіңе вызов тастауға болады. Дұрысташы деп ше. Өзіңнің намысыңа тиетін нәрселерді жасауға тырысамын. Егер дұрыстай алсаң, онда істе дейді. Өз ойыңда мен саңдарса, мысалға маған не ұнамайды? Маған адамдардың парақорлығы ұнамайды. Адамдардың өтірікшілігі ұнамайды. Адамдардың жағымпаздығы ұнамайды. Биліктің әділетсіздігі кейде ұнамайды. Әділеттілігі парақор емес, бар олар. Бірақ жаңағы дүниелерді көрген кезде маған ұнамайды. Сол кезде мен айтамын да, егер ұнамайтын болса, оны айтып талқылаудың қажеті не? Өзің дұрысташы. Дұрыстай аласың ба? Дұрыстай алсаң істе. Ешкімге айтып талқылап, ашуланып керек емес деген. Сол дүниелер енді бәлкім болар, Алла қаласа. Бәлкім мен оған да ұмтылармын. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Осы жақында, намазда, форумда, ақшам оқып тұрған кезде. Бірақ шын айтайын, мысалы мен қазір 2025-тегідей көп жыламаймын. 2025 қиын болған. Сол кезде мен кез келген күнді жыладым деп айта алар едім. Қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы. Ал соңғы рет қашан ішің ауырғанша күлдің? Күнде күлеміз, Аллаға шүкір. Андай ғой, өмірде негізі біз қиын деп санаймыз да, ой мен қиналдым, менде мынандай дүние болды деп ше. Бірақ Алланың мейірімі сондай, бізде қиналған күнімізден жақсы өмір сүрген күніміз көп, ауырған күнімізден сау күніміз көп. Негізі аш қалған күнімізден тоқ қалған күніміз көп. Сол себепті негізі бізге көп шүкір айту керек ше. Сені жек көретіндерге не айтар едің? Бір адамды сен екінші рет көре алмайсың ешқашан, тіпті сол адамның өзінде. Яғни 4-ші курстағы Айсұлу универ бітіргеннен кейін басқа адам, ертең басқа адам, оның арғы күні басқа адам. Адам ол темір емес, тас емес, өзгереді. Оның жан дүниесі өзгереді, сырт келбеті де өзгереді. Сол себепті сен бұрын жек көрген адамды тағы бір үңіліп қарасаң, қазір мүлде басқа адам болуы мүмкін. Сол себепті мен ойлаймын, адамдар, мысалы мені жек көретін адамдар бәлкім ертең мені жақсы көреді. Бірақ қазір мені жақсы көретіндер ертең мені жек көріп кетуі мүмкін. Сол үшін оларға ештеңе демеймін, өздері біледі. Не істесе. Ал сені жақсы көретін адамдарға не дер едің? Рахмет. Мен де сендерді жақсы көремін.